круиздегі қазақ жалғастыра берсем болады ғой, жоқ, сотталасың енді. Бірден кетіп қалдың ба Түркияға? Турцияға оқуға түсетінге шешім қабылдап бір компанияға тапсырып жатқан кезде алданып қалдық. Миллион теңге ауа кетіп қалды. Әрине ағама енді алғысым шексіз. Ағам мені жіберіп Турцияға, еңсеңді түсірме, барып қайт, көріп қайт деп ше. Енді ол жағдайды үйдегілерге айта алмадық. Мамаша звондайды, сұрайды. 3 ай бойы алдап жүрдім ғой, қайсы болады? Я бардым, универдемін. 3-4 айда сені тәуір есейтіп жіберді ғой. Бірінші жыл өте қатты ауыр болды. Алматыда жүрген кезде ой мен Алматыны сағынбаймын, Турцияға ұшып бара жатырмын деген сондай болған еді. Қалай шетелде өзгеріп кеттің? Мен өзім бірге тұрған көршім музыкант болды, Колумбиядан келген. Күндізін бақыртам кеменің ішінде. Қанша тіл меңгердің? Қазір енді 4 тілде жетіп сөйлеймін. Түріңе қарап комментарий жазып жатыр екен көбісі. Таиланд, оңбақ, точно қазақсың ба? Қазір де аппақ емеспін ғой. Мысырда бір қауіпті, қиын жағдай болды ма? Барған кезде орыстар айтты маған, арабтарға сенме дейді. Сені енше құлдық қалып кеткен ғой дейді. Мәссаған, мен ана кезде енді жылау жере жаздым. Алып кетіп бара жатыр, ана Құранды қосып қойған да. Телефон бер десем, ана телефон бермей жатыр маған. Даже телефон қысып алып алған. Моментте мен ойладым, қазір мына арабты мен ұрам соғам, машинадан шығарым да, машинасын айдап өзім арада өзім кетіп қаламын. 3 ай бойы зарплатамды аламадым. Визам бітіп қалды менің. Визам бітіп қалып көшеге шыққан кезде Пасискиден қашып жүрдім. Бұдан кейін Египетке бармайтындай болдым, бір сөзбен айтқанда. Круиздегі қызықтар жайлы айтшы. Хижабта бір қыз темекі шегіп тұр дейді. Арабтар отырып алады, арабша бетіңе қарап тұрып сені жамандай береді да ше. Біреулерге Борат айтып кетеді мысалға. Борат дейді. TikTokты ашып жібересің, міне біздің Қазақстан деп мақтанып бір көрсетіп аласың деген сияқты ше. Адамның тілі, яғни адамдармен тіл табысу. Бірақ енді маған хейт жазып жатыр екен, енді маған бәрібір. Өзімді олай қатты идеалды қылып көрсеткім келмейді. Иманыңды сен ол интернетке салмайсың. Жоқ, сен санап бересің ба, аяққа таптап бересің ба, шашып бересің ба, ол сен өз адал ақшаң өзің білесің ғой негізі. Қазақстан мәдениеті Европадағы, Египеттегі мен көріп қайтқан жақтағылардан әлде қайта жоғары. Әттең Қазақстанда туризм дамыса. Мысалға өте көп жеріміз бар, өте көп табиғатымыз бар. Қазақстанда круиз деп айтқан кезде уже бүткіл қазақ мені есіне алатындай тур агентство ашсам ба деген ойым бар. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі қажет жандар. Бүгін бізде қажет подкасттың кезекті саны. Өзім үшін бір ерекше шабытқа, жігерге, мотивацияға толы болмақшы. Өйткені өзім сабақ берген, өзім оқыған мектептің түлегі, менің қарындасымның кластасы Қайрат бауырымды әдейі шақырып отырмын. Неге десеңіздер, өткенде круиздегі қазақ деген аккаунтпен мен де білмейді екен, бірақ жаңалықтар, түрлі пабликтерде шығып жүр. Осылай шетелде жұмыс жасап, анасын қуантқан жігіттің эмоциялары, видеолары елді бір әсерге бөледі деген шықты. Таң қалдым, мынау кім десем, бір оңбақ па, Таиланд па десем, біздің қапалға кіріп баратқан видеоны көрдім де, мәссаған деп, десем Қайсардың бауыры өзіміздің Қайрат екен. Соған қарап, ойбай, түнгі сағат 3-те көріп отырдым ғой дейміз. Түнде TikTok қарап өткенде ана мяу-мяу, мяу-мяу деген мысықтардың бір аянышты киноларын көріп отырасың ғой. Соның арасынан шығып қалдым да, содан кейін ерекше бір әсері болған. Осы подкаст жасау керек, бір жастарға мотивациялық болды. Неге маған әсер етті десең, Қайрат, шекараларды көп бұзғаныңда, бұзалғаның. Өйткені бізде ауыл жастарының, қазіргі қазақ жастарында көп проблема бар еді. Сенің мынау стилің, сөзің, тілің бәрі маған бір ерекше болып көрінді. Сондықтан неге бөліспеске дедік. Қош келдің. Керемет, рахмет шақырғаныңызға. Қош көрдік. Ешқандай бір официально, бір ресми, немесе бір редактурадан бір қақайып тұрған, мынаны айтсам бекен, айтпасам бекен, мынау болмайды ау деген нәрсе емес. Керісінше өз эмоцияларыңды емін-еркін көрсетіп, жақсы бір ой саларлық, адамдарға ұнайтындай подкаст шығады деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жастардың жасы нешеде қазір? Жасым 21-ға. Міне жап-жас жастардың ойы, пікірі қандай, соны жетсек деген ой. Ендеше Қайрат, мектепті өз қалай оқып едің? Мектепті енді сол 5-ші сыныпқа дейін жақсы оқыдық. Көбінесе соларда солай болады ғой, одан кейін жақын басталады. Жақсы оқыдым, одан кейін болады, орташа бітіріп шықтым деген сияқты мектепті. Қызыл диплом алмадың? Қызыл диплом алмадым. ОБТ-дан не болды жағдай? ОБТ-да жағдай, мен Турцияға оқуға түсетін болғаннан кейін, ол жақта ОБТ-ны қалайсы болады? Маған былай айтты, Турцияда өздерінің ОБТ-сы болады дейді. Сен Қазақстандағы ОБТ-ң бізге ешқандай қажет емес деген сияқты. ОБТ-ны жақсы алып шықтым енді.
барынша дайындалып. Бірақ сен бірден Түркияға тапсырам деген ой, ол ОБТ-дан бір жетістіріп оқуға түсе алмаймын ау деген бір өзіңде қорқыныш болғандықтан алдын ала сондай мақсат қойып қойдың ба сонда? Жоқ, олай болған жоқ. Негізі менің ағам Турцияда оқыды, Қытайда оқыды. Сол кісі енді бір өзінің ақылын берді маған, осындай барып көрсең болады, мына жаққа деген сияқты. Сол 11 сыныптың басында айтып жүрген болатын, бір Турцияға барам деп класстастарыма не істеп. Сосын где-то ортасында сол қысқа қарты шешім қабылдадым, Турцияға барам. Түркия оқимын деп, Түркияға барам деп қабылдадым шешім. Содан бастап ақырын уже біліп, сұрастырып, документ жинап деген сияқты. Жалпы фокустың барлығы сол жаққа қарай болды. Жақсы. Сосын не болды? ОБТ тапсырылды, мүлде ой болған жоқ, бірден кетіп қалдың ба Түркияға? Енді ол кішкене бір қиын жағдай болды. Қандай? Біз ОБТ-ны тапсырып біткеннен кейін уже аттестат алғаннан бастап оны түркшеге аудару керек, Турциядан разрешение алу керек деген сияқты. Сол заттармен айналыстық. Сол осылай Турцияға оқуға түсетінге шешім қабылдап, бір компанияға тапсырып жатқан кезде алданып қалдық. Сондай бір жағдай болды. Қалай болды десеңіз, бүткіл документтерді жібердік Турцияға, жеткіздік, компанияға бердік, олар бізге айтты, кеп шақырып осындай Стамбулға түсесің. Турцияда үлкен қалалар, Ескішехир деген қала бар, Бурса бар, Измир, Сакария. Осындай Стамбулдың жанындағы үлкен қалаларға түсесің деп бізге уәдені берді. Бірақ ақша алды ма? Ақша алды, әрине. Қанша алды? Общий сумма ол кезде 2022 жылы миллион теңге кетті ғой. Миллион теңге деген енді өте үлкен сумма. Үйдегілер барлығы малды сатып деген сияқты, ауылдағы малды сатып деген сияқты жіберуге тырысты. Солай олар қуанып жүрген кезде біз ақшаны апарып барлығын бердік, документке бердік. Настрой болды, жақсы настрой болды. Бір аптадан кейін бізге жауабы шықты. Жауап шыққан кезде ағам жіберіп тұр, Қайрат, мені университетке түсіптің, қалай дейді. Ашып қарасам, енді ана университет бір 10 этажды бір этажға бір қалайса болады, колледж сияқты бір жер екен. Гиресун деген қалада, ол Стамбулдың, ол Турцияның арғы бетінде, тіпті алыста бір жерде, жай ғана бір ауыл сияқты бір жер екен, Гиресун деген қала. Сосын айттым, мен мыналарың не, мен мынандайға мен Алматыда түсіп оқысам, ол қайта жақсы болатын еді ғой деген сияқты. Наразылығымызды білдірдік, олар айтты, уже жоқ, ренжімеңіздер. Жоқ, сен басында сонда университетті талдай алмайсың ба? Мен мынаған түсінбелетім. Талдай алмайсың, сен бізге документтерін бересің, содан кейін бізге осы 5 қаланың біреуіне түсіріп береміз енді қылып айтты да, осы Стамбул енді кәдімгі авторитет қылып айтты. Жарнамасы жарды. Жарнамасы жарды, былайша айтқанда, одан кейін уже результат көрсеткен кезде вообще адам... Ана қала жаңа айтқан 5 қаласының қатарында жоқ. Мүлде жоқ. Соған қарсы олды. Ол бір Қара теңіз жақтағы бір кішігірім бір қалашық екен, сол жаққа түсіріп берді. Сосын айттық, жоқ, мен мына жақта оқымаймын деген сияқты наразылық білдірдік. Барған едік, айтады, уже ақшаны біз барлығын беріп тастағанбыз, миллион теңге документмен уже оқуға барлығы кетті. Енді қайтарып ала алмайсыңдар, осы жаққа барасыңдар деген сияқты қалды. Енді ол жағдайды үйдегілерге айта алмадық. Ағам екеуміз бірге тапсырып жатқанбыз, ағам екеуміз үйдегілерге айта алмадық. Қалай айтасың енді? Ол жақ миллион теңге уже ауаға кетті деген сияқты. Біз бір ай бойы жүрдік, ары жүрдік, бері көрдік. Қайтарып алуға тырыстық ақшаны, бірақ ештеңе болмады деген сияқты. Сосын компаниямен уже ұрысып, уже арыз жазып қайтарылмағандықтан уже қойдық оны. Сосын ағам айтты, енді інім осындай, сені настрой бар, уже сен дайындалып қойдық, үйделерге де айтып қойдық, үйлерің уже туысқан бәріне жер жарып жатыр, Турцияға кетеді деген сияқты. Мәзсіңдер, класстастарым ауылда қалды, Алматыда қалды, мен шетелде оқимын. Сондай болып жүрдім. Сосын айтты, енді жарайды, қалайса еңсеңді түсірме, мен тағы да бір оқуды табамын, сұрастырып көрейін өзімнің таныстарымнан деген сияқты қылып, солай тағы бір оқуға жіберемін деп шешті. О жақтың өзіне где-то бір $1400 төлеу керек болды. Солай тағы да екінші рет ақша төлеп, оны бөліп төлеуге келісіп, солай екінші рет бір программамен бардым. Өзіміз бір бөлек программамен бардым Турцияға. Ана Түркия бурсалары? Түркия бурсалары дегендерді қарадық, бірақ енді қалайса болады. Түркия бурсалары деген ол 100-ден 1. Сен о жақта якобы Эйнштейн болу керексің оған түсу үшін деген сияқты. Турцияда тегін оқу деген зат жоқ. Шетелден келгендер ақша төлеп қана оқиды. Солай сөйтіп Турцияға жіберді ағам. Үйдегілері білмеді. Ақырын бастапқы ақшасын төледік, $300-400, одан қалған бөліп төлейміз деп. Қай қала? Трабзон деген қалаға жіберді. Трабзон деген қала. Туристік қала емес пе? Ол Гиресунның тіпті ар жағында. Мен Стамбулға жақын болсын, Стамбул жақта жүрем ба деген сияқты ойлаған едім. Трабзонға жіберді. Енді сол жақта дайындаласың, оқисың, түркше үйренесің. Foundation ғой? Foundation, одан кейін тағы да былай болады. YOS деген бір программа бар, ябанжы үйренші сынабы деген. Шетелдіктерге үйренші. Енді сияқты. Сондай бір сынабы бар, соған дайындаласыңдар, кіресіңдер деді. Сондай бір программамен мені жіберді.
Енді солай ұшып кеттім, бірінші рет шықтым. Ол кезде 17 енді толған кезім болатын. Сөйтіп шетелге шыққан кезде мен бұрын Алматыда жүрген кезде, ой, мен Алматыны сағынбаймын. Мен Турцияға ұшып бара жатырмын деген сондай болған еді. Барған кезде Турцияға қондым, Стамбулға, Сабиха Gökçen'ге қонып, сол кезде бір шатқа шығып қарадым. Сол кезде бір сразу ішімде не болды. Алматының таулары ай дедің ба? Иә, уже солай бір қатты қалайса болады. Сол кезде түсіндім уже. Шетелге келдің, ешкім танымайсың, жанында қазақтар емес, түріктер, тілін де білмеймін ол кезде. Ештеңе білмеймін. Өзім ұшып барғам, аэропорттың жанында тұрмын. Біреуден Wi-Fi сұрайын десең, оны да білмейсің, ештеңе білмейсің. Өзің қапалдан шыққан. Өзім сол ауылдан Пайда туылған. Иә, солай сөйтіп жеттім. Комплекстер жетеді. Сондай болды. Одан кейін не болды? Сол кезде негізі түсіндім. Бірінші рет ұшып барған кезде, қонған кезде түсіндім, что болды. Қайрат, сенің әкең жоқ, шешең жоқ, ағаң жоқ, жанында сенің демеп жүретін ештеңе жоқ. Сен шетелдесің, жалғыз өзіңсің. Бір енді жеке адам ретінде қалдың деген сияқты. Енді өзіңді өзің қолға алу керек деген сияқты. Сол кезде бір түсіндім. Енді содан бастап уже ақырын сол неге бардық, Трабзонға бардық, одан кейін Трабзонда оқуды бастадым деген сияқты. Бірақ енді бірінші жыл өте қатты ауыр болды, қалайса. Қай жағынан? Бірінші мораль жағынан. Неге? Потому что ең бірінші маған давить еткен зат, давить еткен зат ол шетелге шығып кеттім. Енді андай бір неге түскен кезде уже қиын болды маған. Жаңа орта, бөлек тіл, бөлек адамдар, бөлек мәдениет деген сияқты сондай заттарда. Кинодағы түріктер бөлек екен деші? Ол кино, ол барлық кино жақтағы. Сондай жаққа бардым, және Трабзон деген қала ол кішкене бір криминалды қалада сондай. Оларда бөлінеді тау тараптағылар деген сияқты, и шығыстағы деген сияқты. Ол жақ кішкене криминальды болды деген сияқты. Солай мораль жағынан кішкене қиын болды. Одан екінші жағынан маған қатты әсер еткен қиналған зат осы миллион теңге ауа кетіп қалды. Мысалға да оқуға алданып қалды. Арты ашып жүр әлі. Иә, оған мысалға маған үйде мамаша звондайды, сұрайды, қалайсың, универге бардың ба дейді. Мен вообще басқа жақта курс оқып жатырмын. Звондап, в общем, 3 ай бойы алдап жүрдім ғой, қалайсыз болады. Иә, бардым, универдемін. Сабақ сұмдық болады. Иә, сабақ болып жатыр, түрік достарды таптым. 3 ай бойы солай. Енді солай болды, алдап жүрдім. Сол қатты маған енді қиын болды сол жағынан. Енді сонда да әлі жарас қалды деген сияқты. Бірақ енді ол кезде алдымда осындай істердің күтіп тұрғанын білмедім де енді. Сол сөйтіп, сол жақта курс оқып жатқан кезде, негізі біз ябаншы өренші сынабы деген банда ЙОС дегенде біз жазда тапсырамыз. Әр университеттің өзінің сондай сынабы, ентісі болады, ентісіне кіріп тапсырасың. Бірақ сол жылы қыста, қаңтардың 29 күні жасаймыз деді. Бәрі даже есімде бар ше, соған дайындалдық уже. Бір 3 ай қалған кезде бізге үйретіп жатты, математика үйретті, өздерінің геометрияны, IQ-ді үйретті. Және сен сияқты шетелдіктер көп болды ма сонда? Ол жақта Қазақстаннан балалар болды. Ябаншылар үшін. Иә, ябаншылар, Африкадан келген балалар болды, таджиктер болды, Турциядан келген түріктер, Россиядан келген түріктер болды деген сияқты. Барлығымыз бірге оқыдық. Енді түркшені де үйрендік, бірақ ол жақта енді қазақтар болғаннан кейін жанында түркше сөйлемедік, қазақша ғана сөйлеп жүрдік. И бізге келіп математика үйрететін, түрік тілді үйретеді, бірақ біз оны түсінбейміз енді. Примерно сол мектептегі біліммен айтып бүйтіп алып шықтық. Айтты, 3 айдан кейін экзамен болады, дайындалыңдар деді. Солай сол экзаменге дайындалдым. Енді ана кезде қалайса болады. Жазға дейін қалатын болсаң, сол жантаға айтқан $1300 сумманы полностью беру керек боласың да. Ал если сен қысқа дейін қалып кететін болсаң, хотя бы жартысын бере аласың деген сияқты. Енді солай болды, жағдай қиын болды. Ол кезде 2022-де миллион теңге барлығы ауа кетті деген сияқты. Сол кезде енді қатты өзім ойладым, болды, менше қысқа дейін оқып, осы қыстың ентісіне кіріп, дайындалып, содан ары қарата кетіп қалайын деген сияқты. Қайда кетіп қалмақшы болдың сонда? Хотя бы Стамбулға барайын, жұмыс жасай тұрайын деген сияқты, жауап шыққанса ентін деген сияқты. Сондай ой болды. Солай енді бір өмірімде оқымаған шығармын, 11 жыл өйтіп оқымаған шығармын енді. Қайран қапалдағы жайсам қойып мектеп айдаш. Апайларды сағынып кеттің ба? Сондай болды, барып енді қалайса болады. Сезіндім де ол кезде жауапкершілікті, енді ата-анаң сені шетелге жіберіп жатыр. Осындай сен артық еркелеп жүрген бала емес. Неше ай болды сонда? 3-4 ай ма? 3-4 айда сені тәуір есейтіп жіберді ғой. Иә, сол кезде саналы түрде, иә. Саналы түрде уже жауапкершілікті түсініп, сол кезде енді еркелік жоқ бұл жақтағы. Әрине, онда енді басқа жақта түсінген сияқты. Қатты дайындалып, сол кезде кірдім. Негізі оған 1 жыл дайындалып, елдер 100-ден 75 алып жатады. 100-ден 95, 100-ден 80 деген сияқты. Мен сол 3 ай ішінде дайындалып, кірген ішінде 100-ден где-то 76 алып шықтым. Вот, солай алып шығып, результаттың өзі 1 айдан кейін шығады деді. Біз бардық, сынапқа кірдік.
сол күні таңертең кіріп, одан кейін түстен кейін уже Стамбулға шығып кеттік. 4-5 бала болғанбыз. Стамбулға шығып кеттік, Стамбулға келдік, 24 сағат жол жүрдік. Біз оның алдында ана түркше кітап болатын бізде, А1, А2 деген, содан Ая Софияны көріп оқып отыратынбыз да, өзіміз барып сол жаққа Стамбулды көрдік, керемет болды. Бірақ бара салған кезде болған проблема, Турцияда, Стамбулда Зейтинбурну деген бір район бар, қазақтардың районы. Абайдың мүсінімен. Иә, Абайдың мүсінімен, вот сол жақта. Біз ойладық, ой, Зейтинбурнуға барайық, біз квартира тауып аламыз деген сияқты, бір көмектеседі ау деген сияқты. Енді оның барлығы олай емес. Әркім көбісі айтып жатады ғой, шетелде қазақтар өзінше деген сияқты. Енді ол адамға байланысты, бірақ енді әркім өзінің қарбаласымен жүрді, әркім өзінің өмір сүріп жатыр деген сияқты. Біз бардық, что-то квартира таба алмайтын сияқты болып қалдық, 4-5 бала чемоданмен көшеде қалып қалайын дедік. Сол күні түркше сөйлеп бастадық қой уже. Ағатай, әпкетай деп сол күні сөйлеп, үйренген түркшенің барлығын еске түсіріп, сол күннен бастап түркше сөйлеп бастадық. И сөйтіп бір квартираны тауып сол жаққа барып тұрған болатынмын. Солай. Күшті, жақсы. Содан кейін, енді ұбт-ның мәселесі солай шешілді дейік. Оқуға түскенде бір алданып алдың. Сосын түстің ба, не болды ары қаратай? Сосын Стамбулда не қылдың? Стамбулда біз былай болды. Бір квартираға барып тұрдық. Квартира дегенде енді подвалда ол жақта бір төсек қана бар жерде тұрдым өзім. Балалар бірігіп тұрды деген сияқты. Сол кезде пока что Стамбулда жұмыс жасай тұрдым. Үйдегілер, мынандай жағдай болды. Сол Трабзоннан үйдегілерге звондаған екен. Сұраған. Ол жақта енді қалған бір-екі қазақ балалар бар ғой, солар арқылы перевод істеп, түріктер сұраған екен. Балаңыз кетіп қалды. Қашан келеді? Біз қашып кеттік қой. Қашып кеттіңдер ма? Біз ана жақтан жарыс ақшасын төледік та, жазға дейін қалмаймыз болды. Біз қысқа дейін ғана ұбт-ға кірдік деп айттық. Олар енді көнбеді оған, сосын біз болды Стамбулға демалып қайтайық, онда бізге тесттерін тапсырып алдыңдар да кетіп қалдыңдар. Тесттерді тапсырдық та, сондай жағдай болды. Сосын Стамбулға кетіп қалды. Сосын үйдегілерге звондап айтқан екен. Мамаша звондап тұр сол кезде. Оңбаған. Біз сені оқыды деп жүрсек, жерге қаратып. Солай болды сол кезде. Барлығын сол кезде бір шындықты айта алмай жүрген едім. Ішімде күйзеліп, звондаған сайын осындай, мен оқып жатырмын деп алдап жүрдім, ол ұнамады өзіме де. Бірақ сол кезде сөйтіп айттым, мамашаға түсіндірдім. Енді бір түсінушілікпен қарады, енді айттым сол кезде, болды, мама, мен осындай ұбт-ға кірдім, мен өзім жақсы Измир деген, Стамбул деген жақсы қалаларға оқуға түсемін өз күшіммен, ұбт-ға кірдім деп мамашаға сол кезде бір уәде бердім. Бірақ енді ол кезде қалайса болды, енді үйдегілерден сіздерден ақша сұрамаймын, енді мүлде ақша сұрамаймын, енді осындай уайымдамаңыз, оқуға жақсы жерге түсемін деп айтқан болатынмын. Ол кезде айтып жатқан кезде өзім сенбедім де, Стамбулдың бір районында тұрмын, қолда ұстабағансың, смит ұстабағансың, ештеңе жоқ, уайым-қайғымен тұрам, сөйтіп айтқан болатын. Содан кейін уже жазға қартай бізде шықты жауабы, 76 алған екенмін. Сонымен мен уже универлерге тапсырдым өзім. Бір қыз болған көмектесті, маған тапсырдым жалпы. 4-5 қалаға тапсырдым. 4-5 универге тапсырдым. Бұл тапсырдың түскенде не болды ма? Ақша төлейтін ба, әлде біздегі сияқты тегін оқи бересің ба сонда? ұбт-ға өтсең болды, грант алатын нәрсе ме? Былай ғой, ол ұбт-дағы результат, ол универге түсу үшін. Мысалға Стамбул университетіне түсетін болсаң, ол жақта уже баға басқалай деген сияқты. Жалпы шетелден келген студенттер олардың барлығы ақша төлеп оқиды. Түріктер өздері тегін оқиды. Енді медицина саласы болатын болса, кейбір салалар болатын болса, түріктер де ақша төлейді. Ал целом түріктер өздері тегін оқиды, ал шетелден келген мысалға біз болайық, басқа да елдерден келгенде. Бірақ бағасы қанша болды? Бағасы ол кезде мен Измир деген қалаға оқуға түстім. Арманында қала болған еді, сол қалаға тапсырдым. Маған ағылшын тілінде түскен маңызды болды, ең бастысы. Неге? Қалай айтса болады. Қыз айтты маған, давайте қайрат түркше тапсырып көрейік деп ше. Түркше тапсырайық, түркия. Жеңіл болады деді ме түсуің? Иә, жеңіл болады деген сияқты, сен түркше білесің уже деген сияқты айтты. Мен сол кезде жоқ, мен ағылшынша түсемін дедім. Маған ағылшын тілі керек деді. Тіл білсем, мысалға, оқуымды бітіргеннен кейін де шетелде жұмыс жасай аламын. Ауылда оқымаған ағылшын сол жақтан оқығың келді ғой енді. Иә, солай болды. Солай ағылшын тіліне тапсырып, оқуға түстім. Өзімнің күшіммен 2 универге түскен екен, бір универден жақсы университет, ол жақта қазақтар да көп деген сияқты, оған түстім. Ода түркше мамандығына түстім, халықаралық қатынастарға. Екінші бір университет бар Измир қаласында, ол бір тыныш университет,
ол жақта қазақтар өте аз, қазақтар біле білмейтін сондай университет. Ол жақта ағылшын тілі болғаннан кейін мен ағылшын тілін таңдап сол университетке түстім. Оқудың ақшасы бірінші жылдары 500 мың теңгедей болды. Оны жазғы айлығымен өзім жұмыс жасап жауып жүрдім. Бізді көріп отырған көрермендерден сен сияқты Түркияға барып оқығысы келген кісілер жаңағындай алданып қалмай бару үшін не істеу керек сонда? Алданып қалмай бару үшін бірінші компанияны зерттеу керек қой. Қанша жыл бойы нарықта жүр, қанша адамдар жіберді, қанша студенттер жіберді, соны білу керек. Одан кейін алдыңнан мысалы оқып жатқан кезде қалай болады? Договор берген кезде соның барлығын жақсылап оқу керек. Бірінші өздерін 100% түсіріп бере ала ма? Соның барлығын дұрыстап сұрау керек деген сияқты. Қай жаққа түсіріп береді, қай жаққа гарантия береді деген сияқты. Соның барлығын өтір нүктесімен келісу керек ең басында. Мысалға бізге олардың көмегінсіз түсу үшін. Олардың көмегінсіз түсу үшін енді менен сұрап жатады, өзіміздің ауылдан да балалар жазды. Түркияға билет алдың да ұшып бардың. 90 күндік без визовый режим ғой. Жүрдің оқуға тапсырдың, бағың сынап көрін деген сияқты. Мен ойымша олай емес енді. Мен мысалы ауылға да бардым, алдында осы 11 сынып оқып жатқандарға 10 сыныптарға өзің ақылыңды айт деп. Солай болды, енді білгенімді айттым, бірақ енді компаниямен түсу керек та. Өзің түсетін болсаң, ол өте қиын. Тіпті мысалға бір қателік жіберіп алатын болсаң, сенің бүткіл еңбегің сол жердегі зая кетеді деген сияқты ше. Түсінікті. Сол үшін негізі бір компаниямен жақсы компанияны тапсаңдар, әрине жаман демеймін, алдап кетеді демеймін. Жақсы жерлері бар, жақсы компаниялар бар. Енді маған солай болып қалды, бірақ оның артынан өзінің бір хайырлысы болды да. Енді тапсырам дегендерге жақсы компаниялармен өздері ізденсе негізі алдынан шығады, солай тапсырып көрсе болады. Енді Қайрат, мен екі сұхбат жасағам Альбина деген қарындасымызбен. Ол мынау болашақ бағдарламасы, Түркия бурслары деген сияқты біз білетін программалардан тыс әр мемлекеттің, әр университеттің мыңғырық программалар бар екен. Өзі Жапония, Түркия, Германия, Америка, Голландия біразында оқып тастаған, жұмыс жасап тастаған, өзі жап-жас болып. Біз сол кісімен қажет қосымшасына арнап, өзіміздің жасап отырған арнайы шетелдегі гранттар және шетелге оқу деген курс жасағанбыз. Осы сен сияқты оқуға түссем, көрсем деген кісілер бір ғана бағаны төлейді, сол курсты толығымен көрсе болады. Сингапур, Малайзия, Жапония, Катар, араб мемлекеттері, Италия әсіресе өте көп екен. Соның барлығына қалай түсуге болады, ол гранттарды қалай, стипендияларды қалай алу кереккен бәрін үйретеді. Яғни маған да, саған да сол Альбинаның айтатын білімі бір ашық көп адамдарға айтылмағандықтан біз сондай алаяқтарға алданып, қиналып, қадалып жүреміз та. Ал біз сол қарындасымен сұхбаттан кейін таң қалдық. Қаншама адамдарды оқуға түсірді. Кореяда оқып жатыр, жаңағы Испанияға, шетелде бәрінен өзінің және өзі америкалық бір сондай оқуға түсіретін компанияда жұмыс істеген. Сол жерде лайфхактарын да жақсы біледі екен. Қай жерде қалай жауап беру керек, қандай сұрақтардан өту керек, виза мәселесін қалай шешу керек деген. Тура осы сияқты мен де түссем дейтін кісілер болса, қажет қосымшасын жүктеп алыңыздар да, шетелдік гранттарды алу деген курсты көрсеңіздер болады. Толық ақпарат төмендегі сілтемеде. Әрине өте керемет. Мысалға енді опыты бар адам болатын болса, білетін адам болатын болса, онда керемет жүгінсе болады деген сияқты. Енді біз оқуға түсу жайлы айттық қой. Енді жұмыс қашан басталды? Сенің дәуірлеуің, өркендеуің, Қайрат, мынандай нәрсе ғой. Мен қуанып отырғаным, шынымен де сен шекаралар бұзылды ғой мидағы. Бір Қазақстан шекарасынан шыққан жоқ. Сен қарапайым жаңа айтып қалдың ғой, Қытайда туылдың. Ауылда өстің. Ол жерде біздің Женя деген сияқты біздің қапалдағы орыстардың өзі қазақша сөйлейді, ағылшын тілі анау де. Бірақ бір комплекстер, солай бір травмалармен жүріп, қалай шетелде өзгеріп кеттің? Мысалға қабілеттерің ашылды, тіпті пианинода да ойнайтын болып кеттің. Баяғыдан Қанат Әлжаппаров еді, ой, братандар қораның артына апарып, жаңағы домбыра үйретпей, темекі шегуді үйреттіңдер деп айтатын еді. Сол сияқты өз ауылдағы система бар, анау, мынау деп. Бір жақсы нәрсе емес. Маған да ешкім бір өнерді үйреткен жоқ та, соған қарап сәл қынжылатынмын. Қалай сен бір жаңа таланттарың ашылып кетті? Не себеп болды? Жаңа талант дегенде мысалға енді ол бұрыннан ішімде болған зат қой. Негізі пианинода бұрыннан ойнағым келетін. Бала кезден телефонға жазып алып, былай телефонда ойнап барып бер жүретінмін. Сосын бір кезде енді Түркияға барып келгеннен кейін, жазда Қазақстанға келген кезде өзіме бір пианино сатып алдым. Мысалы пианино туралы айтатын болсақ, пианино сатып алдым, соны ойнап үйреніп жүрдім. Вот кемеге барған кезде как раз ол жақта рояль болды. Ол жақта бүткіл аспап Ямаха болған бар, барлығы бар. Мен өзім бірге тұрған көршім музыкант болды, Колумбиядан келген.
вот сол алып келді, сосын давай болды ойнайық кеттік деп маған бір қалай айтса болады, ол андай екен да енді ішінде бір қалаған бір ниетің болған кезде ол бүгін болмасын ертең болмасын болашақта ол алдыңа келеді екен да, сол возможность енді Құдай береді екен деген сияқты. Маған келді, почему бы не тұрасың, күндіз-түні ойнаймын, күндіз-түні бақыртам ки, менің ішінде өзім желание болған еді, негізі тез үйреніп солай үйреніп алдым деген сияқты. Слухта болған болып тұр ғой. Слух енді қалай айтса болады, жанында сол музыканттың айтуы бойынша слухым бар деген сияқты не істеді. Иә. Жалпы үйрендім, өзім осындай хобби ретінде енді қатты қазіргі таңда енді кішкене Қазақстандамын, басқа затқа көңіл аударып жатырмын, ал негізінде өнер негізі білу керек деп ойлаймын. Любой адам, хотя бы домбыра, мысалы өзіміздің қазақтың аспабы домбырада болсын. Осы жас кезімізде ғой негізі. Осы жас кезімізде бір заттың, бір өнердің кішкене болсын дәмін татып, бір затты үйреніп алатын болсаң, ол кейінде өзі қалай айтса болады, бір жемісін береді деген сияқты ше. Яғни сенің көңіліңде бұрыннан бар болды ғой, қызығып тұрдың, сондықтан көзіңе түскеннен кейін бірден алып кеттің. Әйтпесе пианино тұрды ғой, көп адамдар өзінде қызықпаған соң ол мән берілмейді да, жоқ сияқты. Өте жақсы. Басқа қандай қырларың ашылды? Тіл үйрену, қанша тіл меңгердің? Қазір енді 4 тілде жетіп сөйлеймін. Қазақ тілінен тыс па? Қазақ тілімен бірге қосқан. 4 тілде. Иә, одан бөлек қазір енді испан тілін үйреніп жатырмын, 5-ші тіл. Анау бір видеоңда көріп қалдым, сен бір португалша ма, сол испанша ма, қай тілде сөйлесіп кеттің? Мен сен ағылшынша сөйлеп жүр екен деп ойлаймын, бір жақта қарасам сен екінші листті ашып қалсам. Por favor, un café. Қалай айтса болады, иә, испанша үйреніп жатырмын, испанша қызығушылығым бар. Қалай айтса болады, бір тіл үйренгенде де, мысалы мен қазір түрік тілін білемін, бірақ түрік тілі тек Турцияда қолданылады да. Ал ағылшын тілін білетін болсаң, ол бүткіл дүниеде қолданыласың деген сияқты. Енді қазір испан тілін үйренуді қолға алдым. Испан тілі енді көп Латын Америкада сөйленеді, көп мемлекеттерде сөйленетін болғандықтан оның бір болашағы, возможности жоғары бір тіл. Аккаунтты, блогты орысша жүргізіп жүрсің ба? Влогты енді кемеде күнделікті орысша сөйлейтін болғаннан кейін кішкене кейбір заттар орысша сөйлегенге ыңғайлы болып қалды. Сол кезде орысша айтып жүрдім, қазір енді кейде орысша, кейде қазақша енді. Әркімге әрқалай деген сияқты. Түріңе қарап комментарий жазып жатыр екен көбісі. Таиланд, оңбақ, точно қазақсың ба деп. Ондай көп айтады енді, иә. Бір жағдай болған, кемеге келдім. Ең бірінші күні кемеге келдім, мен кемеде Индонезиядан келгендер бар екен деген сияқты ше. Асханаға барып түстім. Уже қызық. Уже түсесің еді, осы жаққа түстім, түсіп баратсам, олар енді өздері бөлек отырады екен, орыстар бөлек отырады, түріктер бөлек отырады, индустар бар, Индонезиядан келгендер бар, бөлек отырады. Орта Азия бөлек. Иә, мен ол кезде Египеттен ұшып келген болатын, ол кезде тіпті загар енді, қазір де аппақ емеспін ғой. Ол кезде тіпті қап-қара болып кеткен. Келдім, түсем, бүйтіп тамақ жеп жатыр, өтіп бартам, бәрі маған қарайды да, бүйтіп қарап, андай қайдан келдің осы свои деген сияқты ойлап тұр да, мен ішімнен бүйтіп қарамын да, жігіттер, жоқ, мен қазақпын деген сияқты не істеп өтіп кеттім енді. Сондай көп болатын. Кемеде бірінші ай кішкене көбі мені танымай тұрған кезде бүйтіп келіп ағылшынша сөйлеп жатса тұрамын да айтамын, ты что деген сияқты, орысша сөйлесем, ойбай, сен орысша білесің ба деп ше, таңғалып қалатын. Енді сондай болатын, айтамын, орысша да білемін деген сияқты. Солай бір қызықтар болған енді кемеде. Ал кемеге қалай барып жүрсің? Сен жаңа оқуға түстің. Оқуда біраз жүрдің. Оның алдында енді көп история бар, оның барлығы енді сразу болған жоқ. Оқуға түсіп жүрген кезде сол Стамбулға өттім дедім ғой бағана. Негізі артқа қайтатын болсақ, бір историялар бар арада, соның нәтижесінде кемеге түстім деген сияқты. Оларды айта кететін болсақ, не себеп болды, бір өміріңе әсер еткен ой салар қандай оқиға болды сонда? Ой салар, сол кезде біз осы ұбт-ын тапсырғаннан кейін Турциядағы Стамбулға келдім. Сол жерде тұрып жатқан кезде бір жағдайлармен айлығымды алмай қалдым, квартирадағы кісі алдап кетті, бір ай алдыға төлеп қалдым, одан кету керек болып ақшамды алмай қалдым, анау бір сол кезде бір қиын жағдай болды. Сонымен мен бір отельге жұмысқа тұрдым. Уборщик деп айта берейінші жарайды. Уборщик ретінде бір отельге жұмысқа тұрдым. Неге? Себебі тіл білмеймін ол кезде. Қазақша ғана сөйлеймін болды. Орысша да білмеймін, түрікше де білмеймін. Сен тіл білмейсің, сен андай басқа жұмыстар жасай алмайсың. Уборщик ретінде жарайсың деді. Мен сондай бір отельге жұмысқа тұрдым. Сол жақта жұмыс жасап жүрген болатынмын. Негізі қалай айтса болады. Бұл оқудың ақшасын төлеу үшін ба? Жоқ, жалпы Стамбул Турцияда қала тұру үшін, жауап шыққанша, ұбт-ның жауабы шыққанша Турцияда қала тұру үшін. Вот сол кезде жұмыс жасап жүрдім. Қазақстанға да қайтып кетсем ба? Бизнесмен ағаң былай жіберіп тұрмай ма? Жаңағы жұмыс істемей-ақ сен алаңсыз оқы, ақшаң бәрі мен төлеп берейін деген сияқты болған жоқ па? Ол кезде ол бір 4 жыл бұрынғы жағдай, енді ол кезде жағдай басқалай болды деген сияқты. Әрине ағама енді алғысым шексіз. Ағам мені жіберіп тұрса, еңсеңді түсірме, барып қайт, көріп қайт деп ше.
Былай да қолдау көрсетті иә былай да қолдау көрсетті, және де өзім енді кішкене жігіт болып, жоқ мен үйдегілерге қиыншылық салмайын, ойбай мен өзім істейін деген сияқты болып, сол кезде бір өзім жұмыс жасадым. Әрине енді неге жұмыс жасамасқа, көрейін, Турцияда қала тұрайын, Қазақстанға беріліп Қазақстанға ұшып кетпейін деген сияқты, жауаптар шыққаннан кейін тапсырайын деген сияқты. Сен сонда мынау өткендегі видео осы бір ай бұрын келдің ғой, иә? Сонда 2000 қанша одан бұрын келген жоқсың ба сонда, оқуға түскеннен кейін келгенің осы ма сонда? Оқуға түскеннен кейін бір 2 рет келдім ғой деймін. Келдің ба? Жазда бір келіп, бір 2 ай жүріп сосын қайттым, бірақ осы жол где-то бір 1 жыл 8 ай ма, бір жарым жылдай келмедім, иә. Содан кейін барып сағынатындай болып па? Сен анау қарындастарың бәрін ойбай өсіп кетіпсің ғой, өзгеріп кеттің ғой деп айтып жатсың да? Мә, енді оған енді таңғалып қалдым мен де. Қалай ғой, өзгергенсің, бұл жақта өзгерген. Комментарийдің 80% ақпатты көтеріп жүргені, ақшаны неғып санап беріп жатсың деді ғой деймін, иә? Ақшаны я не үшін неғып санап бердің деді. Қарыз қайтарғандай қылып бердің ғой деп. Қайтса болады енді. Я соны жазып жатыр екен. Қарадым енді, күлдім енді, енді. Қайтса болады. Қызық деймін енді, адамдар енді неше түрлі жазады да. Қарадым, күлдім. Жарайды дедім. Сосын не үшін санап бердім? Ол негізі алай болған ғой, мен мамашаға үйдегілерге ұшып келдім. Ұшып келген кезде мен жиенім күтіп алды. Жоламан күтіп алды. Үйдегілерге айтқан жоқпын, ағама да айтқан жоқпын. Сюрприз болсын деді ғой. Енді қалай сол жыл сайын келемін, мен күтіп алады, аэропортта күтеді деген сияқты. Осы жылы айттым. Енді сағынасың да, ана жақта бір TikTok-тан бір видеоны көріп қаласың, үйдегілеріне айтпай келіп қуантып жатқан деген сияқты. Сосын мен айттым да, хоп, мен осындай бір істейін деген сияқты. Бір ай бойы дайындалып жүрдім, үйдегілерге айтпадым ұшып келетінімді. Алматыға ұшып келдім. Ағама да айтқан жоқпын, әкеме де айтқан жоқпын. Сол кісілер жасырын барып қуанып, солай сюрприз жасадым десем болады. Одан кейін мамаша мен сұрап жатыр, қайдасың деген сияқты. Мен Алматыда жүрген кезде мен мамашаға айтқан жоқпын. Жоқ, мен Турциядамын дедім. Сөйтіп бір күні ауылға бардым. Барып жатқан кезде сол осы ақшамды алып барайын деп ше, анамды бір қуантайын деген сияқты. Әдейі наличкаға шығарып алдым. Иә, евромен алып келген ақшамды айырбастап солай апарып берейін дедім ше. Гүл, сыйлықтар алып келейін дедім, енді айттым ақшаны берейін, иә, өзі қалаған затын алсын деген сияқты. Сондай сыйлық жасайын дедім. Bir жағынан қатты сағындым. Келдім, солай келген кезде сумкада тұрған ғой ақша, негізі сумкада тұрған, соны алып салып жатқан кезде вроде бір түсіп қалған сияқты бір чувство болды да. Бір түсіп қалған санау керек болды. Мен өзім мамам шығып қалды да, бір асығыс момент болып кетті андай. Мә, енді қазір білініп қалмас екен, пәле болып қалмас екен енді. Түрінде сол түсіп қалған сияқты болды. Келдім де жарайды дедім, сосын бір санап берейінші дедім. Келіңіз мама, енді санап берейінші сізге, келіңіз деп. Ол жерде ешқандай бір негативім болған жоқ, и маманың тарапынан да бір негатив адамдар жазу, иә? Иә, андай адамдар енді өзі енді ештеңе демей ақ қойын. Бірақ ол не ақпатты көтерген нәрсе ғой, осы жақсы деп отыр да. Бір жағынан адамдар енді қалайса болады. Сол кезде жай санап бердім, енді ештеңе бір арам ойым жоқ, қарызым қайтарып жатқан жоқпын. Санап бересің ба, аяққа таптап бересің ба, шашып бересің ба, ол сен өз адал ақшаң өзің білесің ғой негізі. Өз адал ақшам деген сияқты. Енді иә, барынша сыпайы түрде сол анама берген түрім сол енді. Қуаныштымын, шынымды айтсам негізі көп уақыттан бері армандайтынмын ше, сондай шетелде жүресің, ол қалайса болады. Бір затты алу үшін сен бір затты бересің да. Менің жағдайымда енді бір историяға салып қалсаң, елдің бәрі достарым айтады, ой Қайрат, сен кемеде жүр екенсің, ой қыдырып жүр екенсің, қандай кайф, біздің өмір мына жақта мынау дейді. Айтамын да, сендер енді сол жақсы затты ғана көресіңдер деген сияқты ше. Бір затты беру үшін бір зат алады деген сияқты. Менің жағдайымда сол отбасым деген сияқты ше. Енді отбасыңды көрмейсің, ата-анаңды сағынасың деген сияқты, жақындарыңды көрмейсің деген сияқты. Сол бұрыннан бері сондай бір арманым болған еді. Яғни ата-анаңның ыстық құшағы мен ыстық махаббатына айырбасталған бір жетістіктер дейсің ғой. Әрине, вот солай болды. Тура дәл айттыңыз ғой былайша айтқанда. Енді сөйтіп келген кезде сондай бір ыстық лебізімді білдіріп, солай бір сыйлық жасадым. Қатты қуандым негізі өзім сондай бір дәрежеге жеткеніме де. Содан кейін сол енді осылай бір интернетке видео салып көрейін дедім, енді өзім бір хайп алайын, ойбай деген не болған. Негізі ол видеода контекст ақша болмаған еді да ше, ақша болмаған, ол жерде мен жай ғана анама келгенімді соны салайын дедім. Енді ақшаны да беріп жатқаннан кейін жарайды деп қостым видеоны. Барынша андай кесіп бір тез видеоны ускорить етіп, сондай бір қатты көңіл бөлген жоқпын да. Қарап қалсам, енді ертесі күні оянсам, елдің бәрі енді ақшаны санап кеткен екен. Енді біз қажет қосымшасында осы TikTok, Instagram, YouTube жүргізудің бәрін үйретіп, адамдарға қалай ақша жасау керек, сол арқылы эфирде сатуын бәрін айтамыз ғой, контентті құрылымын көп просмотр жинауды. Сенің сол видеоң шынымен де айтып отырмын ғой, жаңағы негативтерді жақсы жаздыра алғандықтан, адамдар талқылағандықтан сенікі атқан да видеоң ше. Ол бір. Екіншіден,
көптеген адамдар жаңағы қарапайым айтсам болды дейді, сенде анандай осознанный кәдімгідей болып тұр ғой, елдікін көрдің, бір сондай сюжетпен, бір сторителлинг дейді ғой, сол сақталған да сенде ше, ана келатты осылай болды, бір желісі бар, адамды кәдімгідей ұстайды. Ана ең бір күшті жерлерін басына қойып жіберіп, бәрі әдемі істеген да, ана хукта, переходтарда, бір текстта әдемі жасалған. Сол үшін ол атты да. Бірақ сен соны атқыза алу үшін қаншама видео салдың? Әрине, салып жүрдім. Қанша еңбектедің? Сен баяғыда біз 2019-дарда бір алғашқы мен YouTube курс жасаған кезде алдың ғой деймін, иә? Иә, сізден YouTube курс сатып алған болды. Қажет арнасынан сол кезде, иә. Соны алдың, сосын YouTube блог түсірдің ғой деймін, иә? Иә, уже YouTubeқа блог түсірдім. Жантағы бір зат айта кетсем бола ма? Видеода сол жазып жатты ғой, енді маған ақшаны санап бердің, осындай деген сияқты. Сосын енді кіріп комменттарды оқыдым. Ана жақта енді өте көп жақсы коммент жазған екен. Сол кісілерге рахмет айтқым келеді. Енді көретін шығар осы затты деген сияқты ше. Жоқ, қолдап риза отқандар көп қой негізі. Ол кісілерге енді рахмет айтамын, анаң 100 жасасын, молодец, керемет деген кезде енді қатты қуанып қалдым. Шіркін осындай ұлым болса дегендер болды, иә? Иә, сол көріп тіпті ұялып қалдым бір жағынан. Кейбір балалар болды, мен де осылай қуантқым келеді анамды деп. Сондай болды. Сосын бір кезде мамашамен отырып айттым, қараңыз, міне шеше осындай, мен шеше деп айтамын, шеше қараңыз осындай видео миллион адам көріпті, келіңіз бірге оқиық, комментарий жақсы адамдар жазып жатыр екен деп, анашыммен бірге оқып, анашым тіпті мәз болып қалды ше, ол кісі мәз болып қалды. Ол кісі бір ана ретінде баласының бір үлкен жетістігін басқаша бір көңілі марқайды ғой, иә? Иә, солай болды. Жақсы зат жазған кісілерге енді рахмет айтамын, керемет. Тамаша. Осы енді басқа қандай әсерлер болды? Сен класстастарың, жаңа бірге оқығанда мұғалімдер, ауылдастар қалай қабылдады? Көрші балалар, көршілер, сен бұзығырақ болып ауылда жүрген кезде басқа сәл сүйкімсіздеу боласың да, осылай бір үлкен суммамен, ақшамен және жақсы жетістікпен шетел көріп келген кезде басқаша қарады ма? Не түсіндің, не сезіндің? Қайтса болады. Енді мектепке барып қайтайын деп шештім. Мектепке келмеген едім. Жаз бойы келіп жүрген кезде мектепке барып қайтайын, енді апайларды да бір көріп амандасып қайтайын дедім. Бардым, иә, керемет, апайларды көріп, ой, молодец, Қайрат, көрдік, видеоңды көрдік, анаңды қуантыпсың, керемет деп бір ықыласын білдірді. Сосын өзімнің жетекшілермен, сынып жетекшілермен барып сөйлестім. Ол кісілермен біраз әңгіме айттық деген сияқты. Керемет болды негізі. Сосын кездесу жасадыңдар ма сонда оқушылармен? Иә, оқушылармен кездесу жасадым. Сол барған кезде апайларды давай Қайрат, өзіңнің бір советіңді беріп жібер деп мектепте. Мен анау 2017-лерде бір кездесу не жасаған кезде сен қатыстың ба кезде? Кішкентай болдыңдар ма кезде? Білмедім, есімде былай. Ол кезде кішкентай болдың. Сен қай жылы? 99-дар ол кезде 11 оқып жүрді. Сондай болды. 11 класстар қатысты ғой деймін. Қазір негізі шынымды айтсам, кішкентай болдыңдар ол кезде. Кішкентай болдым, и жалпы мен қазір енді вот ойымда сол Турцияға барғаннан кейінгі бір өмірім қатты қалыпты да, енді ана жақтағы қатты білмеймін. Бәрі скучный болды ма? Сондай қалыпты ма? Қапалда мектеп үй деген сияқты арасында Алматыға келіп кетесің. Бір өмірге деген құлшыныс болмады. Сондай енді Турциядан бастап уже күшті. Да, солай болды. Сол енді өзіңізден ютубтың сол кезде 2019-да негізі қалай айтса болады, бұрыннан бері сонда ютубты дамытып, бір влог түсіргім келген болатын. Сол кезде сізден ютуб канал сатып алып, соны ашып қарап, сол ашқан каналдарым әлі бар деген сияқты ше. Қазір енді ақырын салатынмын. Бір кездері былтырдың алдында тіпті кішкене творческий болып, влогтар түсіріп, сондай бір болған. Қазір енді кішкене фокусым басқа жақта болып жатыр. Негізі ютубқа видео түсіріп жатырмын, өзім бір Египетте қыдырған, өзімнің бір күнімді деген сияқты, Турцияда. Күшті. Сол қарап тұрсам, енді ол кезде қатты бір просмотр жинамайтын, бір 40 просмотр жинайтын, кішкене көңіл күйім түсіп қалатын, бірақ енді қазір қарасам, сол түсірген видеоларды негізі мен өзім үшін түсірген екем деген сияқты ше. Қазір қарасам, бүйтіп қарайын да, о, қандай керемет деген сияқты ше. Видеоны көріп отқан кезде, ол кезде мен өзімнің бір мақсаттарым болған, ойлауым болған деген сияқты. Өзіме бір болашаққа бір хабарлама деген сияқты ше, өзім үшін түсірген екенмін. Көп адамдар біздің шәкірттерде бірден нәтижені күтеді да. Және мына инфобизнестағы біздегі боль, проблема да сода, адамдарға уәдені көп беріп тастайды. Мысалға жаңа сен айтып қалған сияқты, олар менің ана қиналған сәтімді көрген жоқ, жақсы жағын, жетістікті ғана көрді дейді ғой. Сол сияқты мен 10-шы, 9-шы класс оқып жүргенде біз ерек, тергеусіз деген класстастарыммен мектептен қайтып барып, сол кезде видеолар түсіріп, ютубқа сол кезде салып отыратынбыз. Ол кезде ешкім көрмейтін біздікінде. Бірақ жаңағы сен айтпақшы, өзің түсініп отырсың ғой, мына өзім үшін түсіріппін деп, сол сияқты өзім үшін тәжірибе. Қазір анау Арман Сапиолла деді ма, сол бала маған прикол ұстап, не деген, типа кино деп
түсіргенбіз ғой. Трэш, не сұмдық деп прикол ұстап біздікін. Мен ол каналдың парольді ұмытып қалғам. Әлі солар тұр да, ана қарасаң ұяласың. Масқара нәрсе жаңағы бір тигр ақауды сақтары деп лаққамыз ғой. Бірақ ол сол жолдан өту керек екен да, монтаж, бүйтіп жасау керек. Менің сол бұрынғы мектепте сөйтіп трэш контент жасағанымның өзі просмотр болмаса да, бірақ кейін контент жасауға өз әсерін тигізді да. Ал адамдар инфобизнесте көп ана маркетинг жасайтындар, болды біздің курсты алсаңыз атасыз, біздің курсты алсаңыз монетизацияның ақшасын аласыз да табысқа жетіп күшті болып кетесіз дейді. Өте үлкен қателік сол. Сол біз жаңа қажетке жасап отқанымыз. Әдейі осы бұрын сен басқа курсты көрдің, қазір жаңаландырып өткенде осы студияда қайтадан түсірдік. Америкалық YouTube деген нәрселерді бүкіл тәжірибемізді сіңдіріп. Бірақ адамдар көреді, болды деп бір видеоны салады, 10 видеоны салады, болды, сынып қалады да. Мен де өзім үшін түсіріп бастадым ғой басында. Тіпті саяси ана қажет арнасы атқан кезде біз бір вниманияға бөлінейік емес, просто мынау елдегі мына нәрсе бізге ұнамады деп сол үшін түсіргенбіз, и сол атқан да. Сол сияқты нәтиже күтпей процесс әрекеттерді жасай беру керек. Әрине. Тура сол кезде нәтиже береді. Сен де мен көрдім YouTube каналыңда блогтар түсіріпсің, просмотр жақсы емес, және бірақ өзің үшін естелік болып қала жатыр. Тиктогыңда көрдім. Қарап отырсаң, ана видеоң енді миллион жарым атты, бірақ ана жаққа барып мыңға жетпеген видеоларың тұр ғой. Дұрыс па? Қаншама видео. Ол адамдар, ол видеолар бұрын маған да шыққан жоқ. Тек бір видеоң рекке шықты, мінекей уже сен сұхбатта отырсың. Ертең осы арқылы қаншама адам саған жол көрсетіп, жол сұрап. Яғни сен ана бір видеоның атып кетуі үшін қанша видео түсірдің ғой. Сюжеттері, айналдырып қосу, мына жерде бүйтіп монтаждау, ол жайдан жай бүйтіп жасай салған кезде атып кеткен жоқ. Мәселе сен сияқты миллион теңге, 7 миллион, 10 миллион теңгені мамасына әкеп беріп жатқан адамдар, ол миллиардтап әкеліп жатқан, 100 миллиондап алып келіп жатқандар бар. Бірақ олар өйтіп салғанмен оларды атпайды. Неге? Өйткені ол жақта сен сияқты бір еңбектер жату керек та, ана видеоны контент ретінде де. Бір махаббат болу керек видеоға деген сияқты. Сен соның бәрінен өттің ғой. Әр күнде қанша видео түсіресің, ағылшынша, қазақша, орысша, түрікше, испанша да сөйлеп жүрсің. Бізде көбінде сол бірден нәтижеге жетсем дейді. Сіздікі қазір атпауы мүмкін, келесі уақытта. Бізде тоқтамай әлі ұрып келе жатырмыз. Видеоның просмотры емес, мына бизнесте қаншама контент жасап жатырмыз. Алдағы уақытта атады. Бұл қазір өзімізді асырап, студиямыздың, жұмыстарымыздың несін жауып жатса, алдағы уақытта сол бір видеомызбен біраз нәрсені жасайтын деңгейде болады. Біз просто дәмін алып алғанбыз. Сенеміз, түсінеміз. Біз тек ұра береміз да. Яғни осы мен не етейін деп отырмын. Наурыз айында 1000 видео салайын деп отырмын Инстаграмға. Бір айда бұрқыратып. Өткенде Нұрғанат 1000 видео салып көрді. Ақпаты елдер ойлады ғой, мә ішіне сала бересің ба деген сияқты. Менде де қалай болар екен деді, неге өйтіп өзің қинайсың деп. Өйткені 10 күнде 1000 видео, ол күніне 100 видео салу деген сөз. Елдер жылына 100 видео саламай жатыр ғой. Ол салды. Енді қызығын қара. 50 мың подписчик келді. Түркиядан үлкен жаңа клиникалық ауруханадан заказ түсті. Оларға да сол 500 видео түсіріп берсеңші деп ақпат көтерілді. Біз күніне одан бұрын ақырын келесем, мен Египетте демалып жатқанда бірінші күн 700 мың, одан кейін миллион, одан кейін 1,5 миллион теңгеге бізге продажа жасалды да. Жай ғана сол видеолар. Адамдар көбісі сол идеалды күшті видеоны түсіріп алам деп ойлайды екен. Осыған не дейсің сен? Қалай айтса болады, енді барлығы андай ғой. Енді бірден болғанын қалайды. Одан андай кринж деп айтады енді жастар, андай бір ұят болмаса екен, мынандай болмаса екен. Барлығы сондай болған қалайды да. Әрине бір уақыт керек. Ол бүгін ертең болатын зат емес. Енді мен де түсіріп жүрдім бір оймен тиктокер болайын, оймен осындай болайын деген затпен емес. Жай өзім түсіріп жүрдім, тіпті кемеде болғанда да бір-екі заттар салдым. Ешқайсы өтпеді. Енді бірақ қазір менде осы бір махаббатымды бөліп, эмоция болғаннан кейін осындай бір жақсы видео болғандықтан салдым. Қазір менде ол жақтан ақпарат келді. И қазір енді мен курс сатсам ба деп. Жоқ, енді қалай болады. Қазір өзімдегі бар ақпаратпен бөлісе аламын да. Адамдар мені таныды, көрді, білді деген сияқты. Енді маған тіркелетін болса, солай алда мен әлі кемедегі өмірімді түсірдім. Кеменің ішіне мысалы бір күндік қазақ круизе деп қойдым. Қазірше енді өзгертеді, оның алда әлі планы бар. Қазірше енді ата-анамның жанында кішкене эйфория болып, кішкене солай жүрмін да, сағынышымды басып, енді жұмысты бастаймын деген сияқты. Қазір енді мен біраз адам көрді, ол өте керемет. Енді мен өзім ақпаратымды, барған, жиған опытымды жақсы бөлісе аламын деген сияқты. Одан кейін сол 2019-да сізден алдым.
содан бері ақырын салдым. Оның пайдасы тиді ғой сонда ол курстың? Әрине оның пайдасы тиді, қалай айтса болады. Қазір мен былай қарамаймын да, бір зат бекер болды деген сияқты ше. Любой бір момент өзімнің енді өмірінде бөлінеді. Мысалы, мына жақта тұрып көрдім, Египетте, Турцияда мына затты істедім, мына затты бүйттім. Әр зат сені бір затқа үйретеді. Любой бір затқа сені үйретеді, тәрбиелеп алып келеді деген сияқты ше. Вот енді осы жолда YouTube түсіремін или Instagram, Reels деп жатқан сондай жолға барам, яғни медианист дамытамын деп жатқандар болатын болса, әрине еңбек керек. Мысалы өзімде бір TikTokта отырған кезде біреудің видеосы жарып кетсе, кіріп барып қараймын да, мынау кім екен деген сияқты. Бәрін қарайсың, бәріне сол 500-1000 просмотрмен одан кейін барып жиналады деген сияқты ақырын. Және бір жақсы лайкыңды басып, жақсы бір тілекші болып комментарий жаза саласың ғой. Неге? Өйткені білесің да, саған да ондай нәрсе керек екенін. Өз ондай негатив жазатындар болады ғой, Қайрат. Сол негатив жазатындар өздері фейк аккаунтпен отыратын и контент жасамайтын адамдар ғой. Негізі қалай айтса болады, солай өзі отырып алып жаза беретіндер бар. Бірақ енді маған хейт жазып жатыр екен, енді менде ойым, мышлением мынандай да, маған бәрібір. Маған білмеймін, бір айдалада бір жатқан адам жазып жатыр да, маған бәрібір де оған. Маған енді жанымдағы айтқан отбасымның, ағамның айтқан сөзі мысалға, ой, былай істе, солардың берген бір ақылы, или солардың бір сыны, ол мен үшін өтеді да. Ал енді TikTokта ашып қалдым, біреу маған жазыпты, ақша не үшін санап беріп жатсың дейді. Мен оған білмеймін, какой-то бір коммент деген сияқты ше, оған маған бәрібір екен енді. Ондай мен бір қатты танымал бір адам емеспін, біреудің сөзіне сынына түсіп сынып қалатын деген сияқты. Өзім жақындарым бар, қолдайтын, ақылын айтатын, давай былай істе деген сияқты. Солар тыңдаймын енді, ал интернетте не жазып жатыр, не жазбай жатыр, енді қатты білмедім енді. Маған негізі бұл черный пиар тоже пиар дейді ғой. Сол сияқты қазір жұлдыздардың өзі қазір осыған мұқтаж болып қалды ғой. Әдейі елдер хейт жазсын, ахватым көтерілсін деп кейбір нәрсені әдейі ұйымдастырады. Оның қасында сенікі жай жасалған бұл бір сый да, ол нормальный нәрсе. Енді тура осы сияқты контент жасай беру көп адамдарда сол проблема. Бірден деп күтіп қалмаңыздар, нәтиже уақыт-уақытымен болады, опыт ала беріңіздер. Мысалға жаңа айттым ғой, әр нәрсе бір-біріне себеп екен деп. Тура сол сияқты мысалға қазір Аманжол Рысмендиев деген азамат бар, көп адам хейт жазады. Мен алғашқы мотивацияларды содан тыңдағам. Одан кейін Ахметбек Нұрсыл ағамыз шықты. Елдер ойбай бұл бүйтті сөйтті дейді. Бизнес туралы ойларымыз содан алдық. Кейін Қуаныш Шоңбайдан үйрендік. Арнайы сабақтарына, жеке сабақтарына қатыстық. Өте жақсы. Кейін адамдар айта береді ғой хейттерді. Сосын Марғалан Сейсенбаевтың курстарын алдық, парақшаларындағы білімдерін алып жүрдік. Әркім әртүрлі хейттерін жазады, бірақ бір-бірінен кейін адамды өсіре түседі да. Қандай да бір курс алсаңыз, ол сізге бір плюс. Ол дәл сол моментте сізге пайдасын бермеуі мүмкін, бірақ алдағы уақытта бір пайдасын береді да. Әрине. Әдемі әңгіме енді қызып келе жатыр. Енді мынау жаңа мидың шекараларын бұзу дедік қой, шетелде. Осы туралы айтшы. Таң қалған, шок алған, культурный шок дей ма, бір өзіңе травма болған нелер болды шетелге шыға салғанда? Енді мәссаған, қалай айтса болады. Бірінші жылы келдік. Енді Турцияны енді қазақтар көп барады ғой, енді осы жылдар Турцияға көп барады деген сияқты. Көргенде шығар. Байер болып киім сатып кеткен жоқсың ба сол кезде? Ондай іспен айналыспадым ол кезде. Қалай айтса болады, сол Турцияға барған кезде байерлер көп, қазақтар көп, әрине ол жақта. Айта кетейін бе, мен сол жаққа барған кезде, сол Стамбулға барып жұмыс жасап жүрмін деген кезде, жанымдағы дос балалар сол байер боламыз дегенде қылды. Мен айттым, жігіттер, мен пока рисковать етпеймін, мен лучше айлық жұмысқа кірейін деп, мен повар болдым, сушист болдым Турцияда, Стамбулда. Вот, сондай бір момент болған енді. Әркімде әрқалай. Целым Турцияға барған кезде ең бірінші жылы менде шок болған, ол адамдар көп темекі шегеді екен. Енді ана жақта бәрі темекі шегеді. Әжесі мен немересі отырып алып, хиджабта, үйдің ішінде, сол жерде шегіп отыратындар. Сондай болды. Bir кезде тұрғанбыз, бір қазақ балаларымен айтады, брат, анан қара, бір қыз темекі шегіп тұр дейді. Қандай қысым, хиджабта бір қыз темекі шегіп тұр дейді. Мен айтам, невозможно деймін да. Кесе қараса дейді, қарадым, сол кезде бір менің реальностым, мен көрген затым бір төңкерілді да. Бірақ ана жерде хиджабтағы дегенде саған шок болып қалды. Әрине, қалайса болды енді. Жаңағыдай мен туралы айтпай қояйық дегенде, өзімді бір қазір енді интернетте көп адам өзін идеалды қылуға тырысады ғой, арабша жазып. Көп заттар бар ғой енді, Құдай кешсін, анау мынау деген сияқты. Өзімді олай қатты идеалды қылып көрсеткім келмейді. Әр адамның әрине иманы бар. Ол мен үшін бір сенің араң мен Құдайдың арасында ана бір зат болу керек деген сияқты. Интернетте танымал қылып, қазір енді подкаст болып жатқаннан кейін енді қатты ондай затты қозғамай ақ қояйын деген сияқты. Негізінде білімім бар мысалға деген сияқты. Ол жағынан да сол ауылда үйренген, мешітте үйренген заттар, алған білімдерім
сол Турцияға барған кезде бір төңкеріліп қалды деген сияқты. Мәселе мынандай, Қайрат, осы нәрсені мен соңғы контенттерімде көбірек нәрсені айтып отырмын. Мен бұрын осы уақытқа дейін көбісі білмейтін, жаңағы Қытайдан келген туралы, сосын жаңағы медреседе оқып, немесе мешітте жаздық сабақтарды беріп, мен де айтпайтын. Өйткені бір мұсылманның, жалпы мұсылманға менің атымнан зиян тиіп кетпесе екен деп сөйтіп ойлайсың, және Алла мен менің арамдағы ғана бір интимдік мәселе ғой. Бірақ көптеген адамдар әдейі осыны бір жарнама қылып, және бір дін туралы айтқан кезде мен әдейі араб, сол туралы айта бастаған кезде маған сен дым хабарың жоқ деген сияқты айтқысы келеді да. Мәселе мен хабардың жоқтығынан емес, ең маңызды нәрселерді түсінсе екен деп айта бастадым да. Оны сен айтпағаның үшін олар сені білмейді деп ойлайды екен да. Мәселе білмегендіктен емес, сіз білгеннен де тереңірек білгендіктен кейбір нәрсені айтуға тура келеді да. Өйткені біз сөйтіп сәл ғана білген адам діни болсын, өзін керемет мұсылман санап кетеді да. Уағыз айтқысы келіп, тиіскісі келіп тұрады. Бұл адам пенде. Адам пенде. Кейде неше түрлі нәрселер жасауы мүмкін. Және айтқым келетіні, барлық адам жаңағы намаз оқитындардың бәрі періште сияқты жүреді, хиджаб кигендердің бәрі керемет деген нәрсені ойдан алып тастау керек. Сосын адамдар, тұлғалар, танымал адамдар, саясаткерлер, кез келген адамның шығармашылығы бар. Өзінің адамдық болмысы бар, и пенделігі бар. Бір-бірін ажыратып қарау керек. Мәссаған мына жазушы темекі шегеді екен, мынаның кітабын оқымаймын деген сияқты ой болады да. Ол болмайды. Оның шығармасында әңгіме басқа. Оның жеке интимді мәселесі ол тағы басқа да. Сондықтан жастар осы нәрсені көбірек айтып түсінсек екен дейміз. Барлығына бірдей қарап. Бізде қазақта осындай бір адам фанат қылып аламыз да, оны бір алақанға салып бір керемет деңгейге шығарып аламыз да. Жоқ, ол да кейін ол бір нәрсені дұрыс істемей қалса, бәрі қарғап-сілеп жатады. Сондықтан бірдей қабылдайық дегенім ғой. Әрине, тура осы айтып жатқан ойыңызбен мен прям 100% қосыламын, себебі сен де шетел көрдің ғой, түсіндің ғой. Түсіндім, ана жақта енді мен ойыма Мысырда болдың. мынандай айтатын көбісі енді, если бұл теманы қозғайтын болса, қысқаша бүйтіп айтады да ой ол. Мысалы, енді TikTok көріп қаласың, бір қыз билеп жүр екен, хиджаб таққан. Мысалға билеп жүр екен да, ой сен не істеп жатсың? Ой сен намаз оқиды, сақал не рабочий ма? Анау ма, мынау ма? Айтамын, мен адамға олай қарамаймын. Қандай жабық киінген, ашық киінген деп қарамаймын, адамның пенделігіне қараймын. Бұл сол ғана мен үшін. Ол әркімнің өзінің, қалай айтса болады, әркімнің өзінің сол Құдаймен арасындағы сол өзінікі бөлек, қалай айтса болады, иманы, әркімнің иманы әртүрлі. Және де мысалға бір адам темекі шегетін болса, қарап, ой, мынау жаман адам екен сияқты. Мен ойымша ол қате ой. Енді мен мысалға шетелде жүрдім, шетелде тұрдым. Мен көршім мысалы Колумбиядан келген, олардың барлығы католик деген сияқты ше. Бұның барлығын мен сол бірінші жыл Турцияға шыққан кезде түсіндім ғой негізі. Одан да уақыт өте келді, тағы да терең түсіндім. Неше түрлі адамдармен сөйлестім. Египетте тұрған кезде арабтарды көрдім. Мысалға біз ойбай арабтар дейміз, өзіңіз де барып келдіңіз. Енді ана арабтар Құдай сақтасын. Дубайда, Катарда, Мысырда болдық. Шарап үштірлі мысалға. Әр жақтың араб әртүрлі. Ол ең бірінші менталитетке байланысты. Қалай өсіп тұрды, оған байланысты деген сияқты. Және де мысалға Египетте жүрген кезде почти бүткіл Европамен сөйлестім. Там Франциядан келгендер, Германиядан, Швейцария, білмеймін, барлығы келген әр адаммен сөйлесетінмін. Мен жұмысым бұндай болғанда сұхбаттасып деген сияқты, әңгіме айтып деген сияқты. Бір адам добрый, бір адам өзі бір қырсық деген сияқты ше. Кішігірім бір психолог болдық қой. Менің ойымша сол үшін қазір енді адамдарға қарап, бүйтіп дініне қарап бөлмеймін, я да шегеді деп бөлмеймін деген сияқты ше. Мысалға Турцияда да көп. Мен барған кезде сұрайды бірінші жыл универде балалар. Ой, сен мұсылмансың ба дейді. Я Құдайға сенемін, мұсылман, альхамдулилля десем. Япма деп та солай таңғалады да. Мен тұрамда айтамын, не болды сенің несін десем, мен атеистпін дейді. Жарайды дедім да. Сенің дінің саған, менің дінім маған деген сияқты. Оған біреуге ондай жаман көзқараспен қарап, ой сен мұсылман емес екенсің, кәпір екенсің деген, ол өте қате зат, өте қате зат. Ана жалпы ойлау қате, бірақ сенің ойлап отқаның дұрыс деп отырмын да. Енді мынандай нәрсе ғой. Мынау бұрын бір қалай айтсам екен, бір таяқ жей берген ұлт басқа өзінен сәл әлсіз ұлттарды таяқ жегізіп соққыға ала бергісі келіп тұрады екен да. Тура сол психология, топтық психология бізде де қалып қойған. Және егер сен шетелге шықпай тұрған кезде қазақ ұлы, қазақ қасиетті, тек қана біз керемет деген тура сондай нацистік бір пиғылда өсесің да. Және ру деген жаңағы нәрселер ше. Сондықтан адамдардың әртүрлі болатынын, діндердің әртүрлі болатынын,
ұлттардың әртүрлі болатынын және сен Нәсілдеріне, адамдарды нәсіліне, түстеріне. ұлтына, түсіне, тіліне, дініне қарамай барлығына бірдей адам деп қарауды ұқсақ екен. Ол сенен кем емес, ол сенен жоғарыда емес. Біздің ең жаман қылығымыз, шетелге шыққанда біреу ағылшынша, орысша сөйлеп қалса, ығына жығылып, орысша сөйлеп, сәл сөйтіп өзімізден нетіп кетеміз да, ал басқа бір өзімізден сәл қалып баратқан ұлттар көрсек, ойбай, кісі болып қалады ше. Сондықтан ондай нәрсені қояйық. Барлығына шетелге шығып көріңіздерші, анау сол кезде түсінесіздер. Бір барып қайтыңыздар. Бір барып қайтсаңыз, мынау арабты ұлықтай бергенде мен қазір ұнатпаймын ше. Сондықтан мен контенттер жасап жүрмін. Сол кезде көп адамдар деседі, сен өзің әйелің намаз оқитын сияқты, сен қалай тіл тигізіп отырсың дейді. Мен де Құдай сақтасын, қазір альхамдулилля оразамызда, бірақ қалай сен ақиқатты айтпай бір бөліп алады. Кейбір кісілер ақылды, сауатты деген кісілермен жекеме шығады, мынаны алып таста дейді да. Сосын өзіне айтып жүремін ғой, Алла әділ деген аты бар ғой. Мына жерде әділ болса неге бұндай дегенде үндей алмай қалады. Сол жағына мән бермейді ше. Сондықтан бұл тағы не проблема? Біз жаңағындай нәрсені көп айта бермейміз ғой. Өзіміздің керек жоқ дегендіктен де сөйтіп ойлап қояды. Сондықтан өзіміз екі жүзді болмайық. Экранда, контентте. Мынау осыған дейінгі көп контент мейкерлер, танымал адамдардың бәрі екі жүзді өмірі халыққа сіңіп қалғанда солай деп ойлай береді. Және өзінің ішкі пиғылғандай елдер сондай деп ойлайды. Сондықтан ел не ойлайды, не істейді деп санасудың керегі жоқ. Өз қалағаныңды жасап, кайфпен өмір сүр. Әрине, мен жаңа енді кішкене қозғамай қояқшы дегенде ол былай ғой, енді бір кезде хит болып кетті ғой, сен намаз оқисың, сен тақуасың, инстаграмына кірсең арабша жазып қойғансың деген сияқты. Енді ондай затты қатты қолдамаймын. Сен ол иманыңды сен ол интернетке салмайсың мысалға деген сияқты. Иманыңды өзіңнің ішінде, ол сенің иманың, ол интимді бөлек зат деген сияқты. Құдайға шүкір енді ауылда да оқыдық, көрдік деген сияқты. Арабшада оқып білемін, мысалы Египетте жүрген сияқты. Ол жағынан енді білімім бар. Бірақ енді оны сыртқа бір паш етіп, қазір бір көзге бір жақсы идеальный адам ретінде түскім келмейді. Сосын ертеңгі күні бір зат болып қалатын болса, ой, сен осындай едің ғой деген сияқты. Ожиданиесін не болып қалады да. Ол олардың пікірі ғой. Олардың пікірі ғой. Сондықтан жай ғана енді одан бөлек өзім ол теманы әрине оразамыз қазір Рамазан айы. Оны білеміз, одан білмейміз емес қайдан. Одан білеміз біз. Наоборот, сен дамығаныңды, осылай адамдармен араласа алғаның, барлық адаммен күле алғаның жақсы да. Әрине, енді қалайса кейбір қозғалатын тақырыптар бар, әрине. Оны қозғау керек, оны айту керек. Қалмау керек деген сияқты. Енді сол мотивациялық жағына, круизде қалай жұмыс жасалады? Мен мысалы Стамбулда жүрген кезде бір 19 қабаттық үлкен лайнер не ананы көріп, мә дедім. Сосын түрлі аттаулары бар ғой. Өткенде көріп қалдым. Бүкіл әлемді шарлап шығатын біреу бар екен ғой. Қанша ай кетеді өзі? 3 ай ма, 4 ай ма? Бірақ бүкіл әлемді аралап шығады, анау рахат. Бірақ бағасы да $16,000 деді ма, сондай дейді. Былай қарасаң онша қатты қымбат емес. Стоит бүкіл әлемді аралап сағынға. Бірақ бір рет қана сатылады екен, бір рет қана болады екен ол. Осы сияқты түрлері қандай? Кейбіреулер анау ойбай дейді да, соған тоже қадалып қалып жатады. Мошенниктер көп қой қазір. Қалай мән беру керек? Қазір енді круиздегі қызықтар жайлы айтшы. Круизге негізі қалай жұмысқа тұрғаннан бастап айтайын ба? Түсініктірек болсын. Египетке тұрғаннан бастап айтайын ба? Қайсысы бірінші болды, соны айтсақ. Негізі сол жаңа айттым ғой, бұның барлығы круизге қалай тұрдым, бұл жолға қалай келдім, барлығы осы бір шешімнен басталды ғой менде. Мен Стамбулда жүрген кезде, жантағы уборщик болып жүрген кезде, темадан кетіп қалып жатыр да, келе алмай қалып жатырмын да. Уборщик болып жұмыс жасап жүрген кезде бір кісіге, бір номерге маған орамал апарып беру керек болып қалды. Сол кезде бір кісі шығып қалды. Әйел қазақ танисың ғой сырттан көріп. Қазақ екен, ой деп, сосын жарайды сөйлесейік келіңіз деп. Bir сөйлесіп қалдық та, ой сен қазақсың ба деген сияқты. Сол бір кісімен сөйлесіп қалдым, сосын келіңіз давайте мен сізге кофе істеп берейін, отырайық әңгіме айтайық деген сияқты. Сен шақырдың ғой өксін. Келіңіз ресторанға түсіңіз, давайте әңгіме айтайық деп. Сосын ертесі күні кездесіп, солай бір отырып әңгіме айтқан кезде ол кісі енді сұрадық. Ой сен кімсің, не істеусің? Айттым осындай келдім, жасым осы 17-те әлі. Оқуға түсуге келген едім, осындай жағдаймен осылай жүрмін дедім. Тіл білемін енді, қазақша, түркше үйреніп жатырмын, орысша кішкене білемін деп едім, айтты. Ағылшынша үйреніп ал, сен Дубайға кел деді. Ой сен Америкаға барам ба деп ойлап жүрген. Мен любой бір қазақтың басына Америкаға барып қайтсам деген ой болады. Сол кезде сөйтіп жүрген кезде сол кісі айтты маған, жоқ, не істейсің Америка, айдалаға, сен визасы анау-мынау. Кел Дубайға жұмысқа көр, одан да Дубай жақын мына жерде, визасы да смело жасап береді, мұсылман мемлекет, сен ешқандай алдап кету, тонап кету деген болмайды деген сияқты миыма құйды.
ол кісі өзі бір золото продажада жұмыс жасайды екен Стамбулда. Бір неге алтын сатуға келген екен. Дубайда жүрген бір қазақ әйел ханым кісі, Шырай ханым, атын айта берейін, рахмет сол кісіге. Енді Қытайдан келген бір не болып тұр ғой. Сөйтіп бір нұсқау көрсетіп жүрді маған, сол кісі миыма құйды, мен анадан кейін ұйықтай алсам ба, түрлі идеялар ұшып жүрсің. Мен Ламборгинида бүйтіп жүрмін, короче. Мамам папамды алып келіп ағам жаныма ше, сөйтіп ойлап жүрдім, солай иллюзияға түсіп қалдым ше. Сосын Дубайға жұмыс іздеп бастадым. Резюмеге алдым, жаздым, мен ағылшыншаны білем, ананы білем, мынаны білем, өтірік жазып жібердім. Бірақ мына жақта тазалық жасап жүрсің. Мына жақта уборщик болып жүрмін ғой. 4-5 бір 3 интервьюға кірдім ғой деймін. Кірген кезде сөйлестік осындай. Ой, резюмеде сіз официант екенсіз, бір коктейльдің құрамын айтып беріңіз дейді. Мен өмірімде официант болып көрмегенмін. Деп едім, жақсы қайрат түсінікті деді. Давайте енді ағылшынша B2 деп жазып қойыпсыз. Upper intermediate, давайте бір сөйлесіп көрейік деді. What's your hobbies деді. My hobbies дедім де сол жерде қалдым, короче. Сосын ана интервьюда кісі маған айтты, Қайрат деді. Бірінші өтірік айтып үйрен деді. Сосын ағылшынша үйренсең Дубайға келе аласың деді. Сөйтіп айтты, сосын бір өтірік айты, ағылшынша айт деді ма? Өтірік айтуды үйрен, сосын ағылшынша айтуды үйренсең Дубайға келесің, күніңді көресің деп айтты. Содан бір түрлі болып қалдым мен. Дубайға бара алмайтын болып сөйтіп бір настроение түсіп. Бүкіл армандардың бәрі кетті. Мен баратын едім ғой, мен шығатын едім ғой деп ше. Мен Түркияға келдім, мен тағы бір мемлекетті көрсем, тағы да бір жерге барсам деген құлшыныспен. Коктейльдің құрамы не болды жаңа? Секс на пляже деген жерден қалдың ба? Ештеңесін білмеймін, сөйтіп бір қалғаным болды. Бұдан енді резюмеге өтірік жазбай қойыңдар деген сияқты қысқасы. Одан кейін сөйтіп бір Египетке жұмыс көріп қалдым. Египетте осындай отельде жұмыс жасайды екенсің, 5 жұлдызды, тегін жатасың, тегін ресторанда тамақ ішесің, шведский стол деп, ойбай бұл қандай жұмыс деп. Цел маған бір шетелге шығып кету керек болды сол кезде ше, бір ішімде жанып тұрды, мен шетелге шығамын деген. 17 жастамын ол кезде, жүрдім, қарадым, сосын Египетке іздеп бастадым. Компаниялар бар екен, сен бізге айтады, қазір $100 бересің, біз сені түсіріп береміз дейді. Ол зарплатаң $150. $100 оған берсең, барған билетің и так Стамбулдан Египетке $200, в общем, тегін жүресің деген сияқты. Сөйтіп қарадым, аниматор екен, аниматор деген бір жұмысқа. Солай өзім іздеп бастадым. Инстаграмды ашамын, Хургада деймін, Шарм Шейх деймін, жазам. Пост салған адамдардың инстаграмына кіремін да, орыстарға жазамын. Здравствуйте, как ваше дело? Қашан сол жақта жұмыс демалған едіңіз, бір аниматорлар бар ма еді? Номерім болса маған бересіз ба? Сөйлесіп көрсем аниматормен деп едім деп ше. Бір 50 кісіге жаздым ғой деймін. Ешкім жауап бермеді. Солай бір қатты ізденген кезім болды да. Сосын бір қыз жауап беріп қалды. Әрекет еттің ғой, иә. Сол кезде кәдімгіден Дубайдағы кісілерге де жаздым. Дубайда бір Алматы деген бізде ресторан бар екен, бір қазақ кісілерге де жаздым. Көп адамға жаздым. Әрекет болмады, Дубайды жарайды, қоя тұрдым, Египетке көрейін дедім. Египетке бару үшін орыс тілін білсең жеткілікті екен, ағылшын тілі маңызды емес екен. Онда Египетке көрейін деп. Сөйтіп бір қыз жауап беріп қалды. Я, осындай мен сол жақта жұмыс жасағанмын, аниматор болып, давайте бір арабтар номер бар, саған берейін дегендей қылды. Сосын жарайды деп сол қызбен бір араб номерін алып сөйлестім. Араб айтады, орысша сөйлейді екен, бір бұлғыр сөйлейді, өзіңізде көрдіңіз ғой. Айтады, все, покупай билет, прилетай, встретим тебя дейді. Мен тұрамды, үйбай, бір договор қайда, бір қол қой, бір отельдің суретін жібер маған хотя бы деймін. Айтады, болды, ұшып кел, билетін көрсет, күтіп аламыз дейді. Сол кезде 17 жаста болғам. Сосын 18 жасқа толғанды күттім. 18 жасқа толғанды күттім, сол бір аптадай қалған. Сосын ойлап тұрдым, билет алайын ба. Енді өзім 17 жаста болсам, өзім ұша алмаймын. Сосын 18 жасқа толғанды күтіп жүрдім де, 18-ге толғаннан кейін бір аптадан кейін арабқа қайттан жаздым, айттым, билет алғалы жатырмын десем. Айтты, келе бер, смело келе бер, сен күтіп аламыз дейді. Бірақ сенбей тұрдым да, енді ол Египет құлдық қалып кетуі мүмкін ол жаққа. Қалай болады деген сияқты қорқып тұрдым. Жандағы достарыма да айттым, олар кішкене күлді, ой, мына богатый мышление болып кеткен анау мынау деп. Сосын жарайды дедім де, көрейін дедім. Үйдегілерге айтайын десем, үйдегілерге айта алмаймын. Үйдегілерге айтпаймын деп шештім. Өзім аламын, өзім ұшамын деп шештім. Сөйтіп бір рисковать еттім. Сол кезде енді қатты қорықтым, билет сатып алайын деп жатқан кезде 18 толыптым, жарайды енді барғаннан кейін не болады, алдап кетпей ма деп қорқып. Ақшаң жетті ме әйтеуір билет? Соған сол кезде тапқан ары бері тапқан ақшам сол билет бір 70 теңге ма алған болатын. Соған билетке ақшам жетті. Сөйтіп билет сатып алдым, енді анадан кейін ұйықтай алмай жатырмын. Алғаннан кейін уайым қатты болып кетті. Енді отмена бере алмаймын, енді мен бару керек боламын, не істеймін деп арабқа қайта жазайын десем ыңғайсыз болды. Солай уақыт таяды, бір аптадан кейін ұшатын болдым. Ұшпастан бұрын бір-екі сағат бұрын үйдегілерге айтайын деп шештім. Не болса да қайда жатқанын білсін дедім. Құдай сақтасын, бірдеңе болып қалмасын деп, бір атыма звондадым, ағама звондадым, аға осындай дедім. Ағам айтады,
ой сен Дубайға барамын деп жүрген едің. Айттым, Дубай енді болмады, Египетке көрейін деп жатырмын дедім. Сізге бір хабарын беріп қояйын деп едім, енді Құдай сақтасын деп айттым. Жарайды, жолың болсын деген сияқты. Өзі сенді ма барлығы деп сұрады. Иә, енді қазір осыны дедім. Жақсы, барғаннан кейін жаз деп. Не істеді? Үйдегілерге звондадым. Шошып кеттім осылай. Ол кезде бір ұрсы естідім ғой енді. Сен шетелге ұшайын деп жатырмын. Айтпадым енді қай жаққа ұшатынымды әдейі. Шетелге ұшайын деп жатырмын десем, Турция саған шетел емес па? И так сені оқуға жібердік. Не істеп жатсың? Қайтып болды. Ауылға келесің. Сосын ұштың. Сосын енді бардым. Бірінші рет өзім. Сол туралы видео түсіргенмін, кстати, ютубта влогта бар. Көрсеңіздер болады. Сол кезде ұштым. Регистрациядан өттім, ары бері отырдым ұшаққа. Ұшып бартқан кезде енді терезеден Стамбулға қарадым ғой. Сол кезде ана бір жылдың ішінде жиналған бүткіл стресс сол кезде кетті ғой былай. Кинодағы сияқты бір әсер болды ма? Иә, бір ұшып бара жаттым да. Мына қалада біраз нәрсе қалды ғой дедің Иә, ба? солай бүткіл стресс, бүткіл бәле жала сонымен кетті. Бір жеңілдеп қалдым да, сосын бір қуандым енді. 18 жасымда өз күшіммен осылай бір ұшып жатырмын деп шетелге. Ол болмай Египетке ұшып бардық. Өзі 3 сағатта ма бара салады, Хургадаға жақын. Ұшып барғаннан кейін басталды проблема. Күтіп алды ма енді аналар? Интернет ұстамайды, бір араб жүреді. Чико ма, өздері аттарын солай қойып алады. Әйтпесе олардың бәрінің аттары Мұхаммед, Ахмет қой. Чико, Тато, Попо деп қойып алады барлығы. сөйтіп жүріп бір арабты таптым, келді, алып кетіп бара жатыр, андай Құранды қосып қойған да. Машина түнгі сағат оларға Хургада саттан алла деген жоқ па кезде? Ол кезде бір Құранды қосып қойған, бір түнгі 3-терде ма 4-терде бардым ғой деймін. Қорқып отыр, манаған ағылшынша да білмеймін, сөйлесейін десем сөйлесе де алмаймын, переводчик жоқ. Құран қосып қойған, бір келе жатырмыз, бір жазық далада, құм далада. Сөйтіп бір жерге апарды, бір жаман бір үйге апарып кіргізді мені. Паспортың кімде? Паспортым өзімде, паспортым бермей жүрсің. Иә, былай ұстап алғам. Сосын апарды, виза сатып алдым, оның барлығы бітті, сосын алып кетіп апарды мені. Сол кезде бір осы жерде жата тұрасың, таңертең сен келіп алып кетеді деді. Чемоданды қойып, өз бір чемодан бар, менің жүгім сол. Соны қойып қойдым, ішіне кірсем бір араб жатыр екен. Айтады, мен осындай отельде жұмыс жасаймын. Болды, мен атым осындай, атым ұмытып қалдым. Бір бәле, nice to meet you. Все, осындай ұйықтады, сені таңертең алып кетеді деді. Жаттым енді, қорқып жаттым, ана енді үйлерде ескі, ана үйде быт болып жатыр. Сосын таңертең оянсам, ана араб жоқ жанында. Араб жоқ, ешкім жоқ, мен өзім оянғам, короче. Қарайым, ешкім жоқ, интернетте жоқ, сыртқа шығам, күн шыжып тұр ана жақта деген, қызып тұр, 45 градус болып тұр. Түсінбеймін мен уже бір кезде қорқып бастадым и екінші этажға шықтым. Бір көршілер бар екен. Бір ұсақ балалар жүр, соларға Wi-Fi ашқызтып, роуминг сатып алып, переводчикпен жазып сұрап жатырмын ғой, мен осындай бір арабтар алып кетті мені. Ертең жұмысқа алып кетеміз деп айтты деп переводчикпен аударып арабшаға берем. Олар бірдеңе деп айтады. Мына жақтан переводчиктен қарасам, сені енші құлдыққа алып кеткен ғой дейді. Мәссаған, мен ана кезде енді жылап жере жазамын. Мен ана тура осыны неден казия жизнь ба, анау ешкі өмір деген бір үндістандықтарды ана Сауд Арабияда өстіп күтіп алады, алып барып шатырға жатқызып тастайды. Тура сол елестеп отыр сол кезде. Тура сондай болды ғой, почти былайша айтқанда, значит вас забрали на рабство дейді. Мен тұрамын да, астағфиралла, но деп, в общем. Сосын ана арабқа звондап айқайлап жатырмын ғой, сен қайдасың, өре деп. Ол кезде ағылшынша білмеймін, солай сөйлеп жатырмын. Келем деді, орысшасын голосовойын жазып жіберді. Одан келгеннен кейін барып тынышталдым, одан кейін барып уже. Алар прикол ұстаған ба сонда? Прикол ұстады, либо солай деп айттым маған ше. Тура мен четкий есімде бар, рабствоға алып кеткен ғой деп жазып тұрғаны. Сосын ана араб айтты, мән берме, анау болды, барамыз деп. Мен сөйтіп сол арабтың алдында отырып, прикол ұстап келе жатырмыз. Ана арабқа мен прикол ұстап отырмын. Сөйтсем келе атамыз бір жолға кірген кезде айтады, мына отель көріп тұрсың ба? 6 жұлдызды отель ғой. Мынау менің отелім, мынау менің отелім, мынау менің. 5 отельге қарайтын бастық екен. Мен соған прикол ұстап, видеоға түсіріп, хай деп қойып отырмын ғой. Сосын айттым, мен сен бастығым, кіреміз. Барғаннан кейін сен тіркет деді. Кірдім сол кезде бір барып уф дедім, бардым. Бұл Шарм эль Шейх па? Хургада ма? Хургада енді ана отель. Дахаб жаққа бармадың ба? Ахаб. Дахаб деген бар тағы да. Дахаб жоқ. Хургадаға бардым. Енді сол кезде бір отельге кірген кезде барып тынышталдым ғой. Енді ана жақта люксті айта алмадым енді. Люкс бір отельге бардым. Орыстар бар екен, сразу тіл табысып айтып кетті. Орыстар сол кезде мен паспортымды алып алды олар. Сол кезде мен бір ТЖ-да қалдым, кішкене жаным шығып кетті. Сосын копиясын жасап алып келіп маған қайтарып берді. Уф дедім. Иә, уф дедім. Сол кезде сосын барып бір аптадан интернет салып алғаннан кейін, дұрыс салғаннан кейін барып үйдегілерге звондадым.
5-ші этаждан Қызыл теңізге қарап былай видеомен сөйлесіп тұрғам. Ежелерге звондаймын, қайдасың дейді. Міне Египетте жүрмін, мына жақта жүрмін десем, қарап, ой, біздің бала молодец деп мақтап. Түркияның Қара теңізінен Мысырдың Қызыл теңізіне бірақ шықтың ба? Иә, сөйтіп сондай болған, солай бардым, сол рисковать еткен едім, содан бастап осылай бір жұмысқа бардым. Сондай бір жақсы зат болды. Бір есік ашылды, барғаннан кейін уже тағы да басқа есіктер ашылды. Сафариде жүріп қайттым, дайвингке түсіп көрдім, өмірімде бірінші суға сүңгіп көрдім. Бір кезде пирамидаға баратын возможность болып қалды. Айттым, Каирге ме? қашан келемін дедім де, Кайроға пирамидаға барып қайтайын деп, пирамиданы да көріп қайттым сол кезде. Сондай сол кезде бір Египетте жұмыс жасаған едім. Бір жыл ма, қанша уақыт болды? Ол кезде бір жазда бір 2 ай ма жұмыс жасап қайтып кеттім ол кезде сразу. Оқуға түсіп қалдым сол кезде, жанындағы айтқан оқуға түсіп, сосын Стамбулға қайтып оқуымды тапсырдым. Ол кезде сол аниматор болып жұмыс істедің? Аниматор болып жұмыс жасадым. Не істейді сонда? Туристердің көңілін табасыңдар ма? Аниматор енді бір күні қысқаша былай болады. Бізде бассейнде келеді да. Біз жаңа жыл кезінде бардық қой, аяздан киім киіп, біз билетіп, сөйтті ғой судың ішінде. Солай енді, иә. Детский аниматорлар бар, олар уже кукла болып жүреді, былайша айтқанда. Киініп алып, балалармен ойнап. Біз спорт аниматорымыз, біз келеміз, таңертең тұрамыз, 9:45-те собрание болады. Барасың, 9:45-те уже собрание 10-ға дейін. Таңертең спортивный би билейсің, сол жерде бәрін назарын аударып, өзі әдейі қойып қойған. Good morning, good morning, good night, доброе утро, тағы да басқасын бүткіл елдің тілін қойып сөйтіп. Интернационалды ғой адамдар. Солай би билейсің, одан уже басталады. Біреу йога жасайды, біреу стретчинг жасайды, біреу акваэробика, біреу степ аэробика жасайды деген сияқты. Спортпен айналысамыз, билеп, секіресің, бассейн ішінде билеп, жаттығу жасасын деген сияқты. Тіліңді сол жерде жаттықтырып алдың ба қартай? Сол жерде уже ағылшынша ақырын сөйлеп бастадым. Немістер болды деген сияқты. Былай не болған жоқ па сенде? Мен қазір идеалды дұрыс сөйлей алмаймын, ол қате болып қалады, ұят болады ау. Жұмыстан шығып қалады, бастық ұрсады ау деген сияқты. Сол кезде кішкене болды, бірақ сосын түсіндім. Ол жақта адамдар даже былай Қазақстанның өзінде біздің орыс тілін бір қатемен сөйлеп қалсаң болды, ой қой деп мазақтап шығады ғой кішкене солай. Ана жақта наоборот, мен адамдар сондай бір ашық екен да, бүйтіп бір сөзді айта алмай жатсам аузымнан суырып алып жатады да. Сен осыны айтқың келді ғой негізі деп, солай сөйтіп көмектесіп, сол кезде кішкене ақырын ағылшынша сөйлеп бастадым, орысшамды ақырын дамытып бастадым деген сияқты. Солай үйрендім сол кезде. И кешке бізде тағы шоу болады, шоуға қатысамыз деген сияқты. Оның барлығын салғам, ақырын көрсеңіздер болады ютубтан деген сияқты қысқаша. Сосын қайтадан Түркияға келді, оқуға түстің? Сосын оқуға түстім. Сол кезде ағылшын ба? Египетте жүрген кезде оқуға түстім. Қуанғаннан, бассейнге секіріп, сол кезде бір ұрыс естігем ғой. Маған келіп тұрды телеграмнан. Оқуға түстің деді, мен енді Турцияға шетелге кеткенде миссиям оқуға түсу болған ғой. Оқуға түскен екем. Ананы естіп мен айғайлаймын да бассейнге секірем. Елдің бәрі қарап, сол кезде бір ұрыс естігем, бірақ қатты қуанып кеттім енді оқуға түскен кезде. Сосын оқуға қайтам деп оқуға қайтып кеттім. Келіп өзім уже оқудың ақшасын төлеп, документтерін беріп, солай оқуға тұрдым. Мысырда бір қауіпті, қиын жағдай болды ма? Бірінші жылы барған кезде, сол 2 ай ғана болдым. Бірінші рет барған кезде, ол кезде просто барып, көріп қайттым деген сияқты, жұмыс жасап қайттым. Ол кезде бәрі нормально болды. Одан кейін былтыр мен бардым Египетке қайтадан бардым бір таныстармен жұмыс. Сол жақта бұрын жұмыс жасаған таныс қыздардың номерін алып, соларға жұмысқа командасына бардым. 3 ай бойы зарплатамды аламадым. Бір отельде, одан тағы бір отельге бардым. Ол жақтағы арабтар. Тоже Хургада ма? Хургада қайттан барғам ғой, ол жақта уже биылғы жылы өте нашар болды. В целом, бұдан кейін Египетке бармайтындай болдым ғой, бір сөзбен айтқанда. Египетке енді жұмыс іздеп жатқан болсаңдар, иә, менде бірінші рет барған кезде қызық болды, тәтті болды да. Ой, бір опыт болды. Екінші рет барған кезде уже мені арабтар алдап кетті. Визам бітіп қалды менің. Визам бітіп қалып көшеге шыққан кезде полицейскийден қашып жүрдім. Бір момент болды, даже полицейский тоқтатып алды да мені. Қолыма мен әдейі отельдің браслетін тағып алған да. Хотя якобы турист сияқты болып, соны демалуға келген. Маған сұрап жатыр, паспорт, кәлемту арабига, арабша сөйлейсің ба, ағылшынша сұрап жатыр, мен тұрамын да, қазақша сөйлеймін ғой. Әдейіше енді бір ұқсас тіл болатын болса, сен уже терге алады да, больше допрос алады да, сен спрос алады. Турист ретінде. Иә, өтір қазақша сөйлеп қоймай қоямын ше, мен қазақпын, түсінбеймін деп, ары ұстайды, бері ұстайды, паспорт қайда десе, паспорт отельде, паспорт, no паспорт деп сөйтіп, паспортымды бермей, егер паспорт тексеретін болса, менің визам баяғыда бітіп кеткен да. Ол кезде уже түрмеге жабады ше. Ол жақта орыстар көбейіп кеткен, украиндар. Бірақ паспорт бар сенде. Паспорт бар, паспорт қойып тастағанда, қалтаңда жоқ. Қалтамда жоқ та, солай полицейскийден қашқан кездер болды да. Вот, и арабтар көп алдайды. Енді бірінші жылы барғанда да көрдім, осы жылы барғанда көрдім, арабтар бәрі алдайды. Жұмыста андай болатын, енді мысалға бір 15 адам отырамыз да.
итальянкалар отырады, немкалар отырады, орыстар бар, украинецтер бар, арабтар бар өздері. Бәріміз бірге отырамыз да. Біздің бәрімізде бір собрание митинг болғанда, общий тіл ол ағылшынша Митинг сөйлейміз, дегенде андай митинг емес, жиналысты митинг деп айтады. иә, жиналыс болған кезде бәрімізге бір тіл ағылшынша болады. Сосын алады да әркім өзінің тілін сөйлеп бастайды да, арабтар отырып алады да, арабша бетіңе қарап тұрып сені жамандай береді да ше. Сол кезде енді бүйтіп қолымен шошайтып тұрып көрсетіп бетіңе қарап жамандай берді. Сол кезде мен біраз арабша сөйлеп үйреніп алдым да, уже бірдеңе деп жатса өзіне кері жауап беретіндей қылып ше. Сондай болды енді. Ол жақта тіл білген кезде, тіл үйренген кезде бір ақпараттық, қалай айтса болады, соғыс сияқты болып кетті да ше. Қазір бүйтіп сөйлеп тұрамыз, орысша болды, тыныш сөйлейді, мына араб орысша біледі, мынау кабар сексоттайды, мынау бірдеңе бәле шығарады. Ағылшынша сөйлеп тұрсақ ақырын мыналар бірдеңе бәле шығарады деген сияқты ше. Сондай болды. Арабтар енді алдады. Әлі күнге дейін көріп қалдым интернетте. Алдың күні көріп қалдым. Прямойға шығып отыр екен, сол кезде айттым. Алдап кетіп едің ғой. Алдап кетіп едің ғой. Кімсің дейді, Хайрат дедім да. Мен Хайрат деп таниды да мені. Ана Хайрат деп жазып сөйтіп айтады, ой білмеймін деп ше. Прямойда отқаннан кейін өтірік маған жаз, біз шешеміз деген сияқты қылып қойды да. Негізі алдап кетті. Вот, солай қалай алдады, неден алдады сонда? Бардым, зарплата береміз. Жаңағындай қонақ үйдің несі ме? Сол отельде жұмыс жасап жүрген кезде болды, зарплатаны келесі айда береміз. Қазір жұмыс жасай тұрыңдар, мен сендерді басқа отельге апара тұрамын, осы отельде жұмыс жасай тұрыңдар. Сөйтіп сен визаң уақыт өтті де, амал жоқ, ақшаңды алмай қайттың. Визаны өздері жасап беру керек болған. Визаны келесі апта жасаймыз. Қазір бізде байрам болып жатыр, бір бәле болып жатыр, мейрам болып жатыр, жұмыс жасамайды. Солай енді дым амал істей алмайсың, арабша да білмейсің, шыға алмайсың өзіңнен сияқты ше. Соған қарап қалдым, уақытымды өткіздім. Сол кезде түсіндім ғой, негізі біреуге вообще сенуге болмайды екен. Өзің жұмысын өзің бітірмесең, ол болмайды екен деген сияқты. Солай визасы жүріп қалдым, зарплатасы жүріп қалдым. Сөйтіп Египетте жүрдім. Енді ол кезде тоже бір стресс болды. Типа виза жоқ, ақша жоқ, дым жоқ, таппағансың. Содан кейін мен кемеге тапсырған болатын. Күзде тапсырған болатын кемеге. Анау Египетте бір өлтіріп кете жаздады дедің бе бірдеңе? Египетте, иә, кстати, вот осы жылы барған кезде Макади бей деген бар, Хургадада. Макади бей кішкене алысырақ. Андай ғой, өзі Хургада деген қала ол бір лашық болып жатқан жерде, шыны керек. Ал оның жанындағы люкс отельдерді олар бір 10 шақырым жерде, алыс жақта, алыста салып тастаған да. Сол ана алыс бір Макади бейден Хургадаға барам дегенше бір жарым сағат болады таксимен. Сол күні түнде бір арабтармен шықтық. Сосын арабтарға маған Uber шақырып, индрайвер шақырып берші деді, индрайвер шақырып бердім. Олар кетіп қалды. Мен сосын екінші рет индрайвер шақыра алмай қалдым өзіме. Бір проблема болып қалды телефонда. Сол кезде бір 5% қалған. Қараймын, бір 200 фунт екен да. 200 фунт бір 2000 теңге ғой енді. Сосын индрайвермен солай. Индрайвермен арзан и қауіпсіз да. Ал местный таксистер олар алдап кетеді көбінесе. Олар ақшаға жатып алған, евроға жатсыз ғой. Жатсыз, енді оны өзіңіз білесіз. Солай заказ бере алмайым тұрдым. Түнгі сағат 3 болып кеткен уақыт. Телефон зарядкасы бітейін деп жатыр. Бір араб келді, тісі де жоқ, бір бәле. Деді, тақаратты, камон отыр деді. Қайда барасың? Макади бей дедім. Қанша деді? 200 дедім. Давай отыр болды, смело деді. Мен отырдым да таң қалып қалдым. Келісе салған қалай деп. Қалай келісе салды деп ше, бір жақсы араб екен ғой деп ше. Отырып кетіп бара жатырмыз. Енді олар сұрап бастайды. Сен кімсің? Тұрамды айтамын, мен Казахстан десем, Пакистан дейді. Казахстан десем, Афганистан деймін, түсінбейсің. Чайна десем, окей дейді. Кетіп бара жатырсың, мұсылмансың ба? Сұрақтарын сұрап, әңгіме айтып бара жатқанбыз. Бір кезде жолда кетіп бара жатсақ, айтады, машина нейтралкаға салады. Енді мен де жынды емеспін ғой, түсініп тұрмын ғой. Нейтралкаға салып қояды да, капут. Машина капут дейді да, жолдың шетіне барып ақырын тоқтайды. Өтірік барады да, шығады, капот ашып жабады, келіп отырады да, машина капут дейді. Тұрамды айтам, біз келісіп қойдық қой деймін да, ақшаны беру керек болған. Келісіп қойдым, апарып таста десем, жоқ, машина капут, ақша сұрап тұрған, былайша айтқанда, ақша берсең барам дегенде қылып тұр. Мен ана жақтан араб достарыма звондаймын, телефонмен берем, ана арабпен сөйлеседі, апарып таста дейді. Сосын ана арабқа айтып жатырмын, водительге телефон бер десем, ана телефон бермей жатыр маған. Даже телефон қысып алып алған. Халас, күте тұр деп ше. Мен айтам, бер телефонымды деп ше. Ол жақта андайда кімнің дауысы қатты шығады, сол соның күші көп деген сияқты. Олар төбелеспейді да ше. Бер деп айғайлаймын. Береді телефон, сосын араққа сұраймын, не болды десем, мынаған кішкене ақша қосып берсең алып келеді дейді да. Мен сосын жарайды деймін, айтам, 4 евро ғой енді. Айтам, мен саған давай 6 евро берем. 6 евро қанша, бір 3 теңгедей берем, апарып таста деймін. Жарайды деп кетіп бара жатады. Жолдың барлығы қараңғы. Бір полицейскийдің посты бар. Сол полицейскийдің постына дейін жетіп алсам екен деп отырмын. Сосын кетіп бара жатқан кезде жол қараңғы. Мен Google-дан ашып алған Макади бейді 2% қалған айфонда. Қарап отыр мен бүйтіп.
қарап отырмын кетіп бара жатты да бір кезде жолдан уже тағы не істеп бастады. Мен айтамын, ей болды 10 қосып беремін саған, 10 евроңды беремін, 5000 теңгеңді апарып таста, хабиби деп сөйтіп апарып жатқан кезде, жолдан кетіп бара жатқан кезде бір жерге бұрылады, короче. Жол алды көрінбей тұр, мен қарап тұрмын, что-то андай маршрут перестроен деп шығу керек қой негізі, ондай шықпай тұр да, қараймын уже бір заброшкалар тұр да алдымызда, уже ескі үйлер тұр, кетіп бара жатыр. Тұрамын да, қайда кетіп барасың деймін ғой. Сол кезде мен уже түсіндім, мынау кәдімгі бірдеңе істейін деп жатыр деп ше. Сол кезде Ол сен отқан кезде сол алдын ала бір таныстарына бір хабарласып сөйтіп отырдың ма, сөйлесіп, әлде тып-тыныш келді ма? Мысалға жаңағы заброшкаға қаратай біреулер дайындап қойды ма дегенім ғой. білмедім, Таныстарым. тып-тыныш келді, просто жолдан бұрылып бара жатты да, сол кезде заброшкаға қаратай мен бүйтіп қараймын, заброшканы көріп тұрмын да уже фарынан. Тұрғанда where are you going деп айғайлаймын, короче, бүйтіп, ей, кетіп баратын, no, мен рульға бүйтіп таласам да ше рульға. Моментте мен ойладым, короче, қазір мына арабты мен ұрам, соғам, болмай барады ше, ұрам, соғам, машинадан шығарам да, машинасын айдап өзім, короче, арғатай өзім кетіп. Кино. До того мен солай ойладым ше, сол кезде ше, потому что енді түнде кетіп бара жатсың, ана жақта. Соңғы вариант сол. Иә, соңғы вариант сол, ана жақта сенімсіз да, мен ойладым, кәдімгі мені аппаратор, мынау бірдеңе қылғалы тұр деп ше. Явно бірдеңе болайын деп тұр, мен кәдімгі ұрам, соғам. Сезіп тұрмын, мен күшім жетеді, мынау кім деген сияқты ше. Сондай болды да, мен машинаны өзім айдап кетемін деген сияқты ойладым. Тоқта, короче, айғайлаймын, кетіп бара жатыр, ақырын жүріп бара жатыр. Айғайлаймын, короче, тоқта, анау. Картаны көрсетіп отырмын, міне мына жақпен барасың, менде бар карта деп айтады. Алятун, айналып кетеміз. Вперед деп жатырдым. Жоқ, короче, айналып барасың деп. Қайтадан айналдырып жолға, короче. Поискаға өтіп, одан кейін барып тыныш болып барды ғой. Вот солай алып кете жазады да өзінің несіне. Мен айғайлап сол кезде рульге таласып, сосын ары қаратай уже қайтадан түзу жолға салып, гайдың постының алдынан өтіп, сол кезде үндемей отыр, мен де үндемей отырмын, одан ары қаратай уже бір 15 минуттың жол қалған кезде. Егер сәл мінез көрсетпесең, сәл қорқақтау екеніңді білдіріп қойсаң, онда Әрине. бүкіл қалтаңды сыпырып алып, әкеліп Қалтаны танып сыпырып алады, одан да жаман зат істеуі мүмкін деген сияқты ше. Ол жақта адамдарға бәрібір, былайша айтқанда көрдім енді. Африканың бір бөлігі ғой. Енді адамдар өте жаман деген сияқты. Сондай болды, одан кейін бара жаттық. Тура отельге барған кезде отель көрініп тұр, бір алдында бір 100 метр жерде тұр, машинаны тоқтатады ғой. Машинаны тоқтатады, давай 10 евроңды қазір бер дейді ше. Ол да қу болып тұр ғой. Сен барған соң бермей кетеді деп ойлап Барған тұрмын. соң бермей кетеді деп тұрмын. Менде итак 4 евром бар. Мен одан андай қорлықтан кейін мен саған 10 евро беріп, еще рахмет айтамын ба деп тұрмын ғой шынымен ше. Тұрамын да айтамын, ей, мен сенікі апармасаң до конца мен саған қайдан ақша беремін, қашан көрдім жолдың ортасында ақша берген деймін да. Тұрамын да апарып таста деймін, короче. Жарайды деп общем апарады, барады, секьюрити шақырамын. Секьюрити деймін. Секьюрити келеді, охрана келеді. Охрана келеді, машинадан түсемін. Түспей жатып 4 евроны беремін да. 4 евро тиынмен ше. Ананы санап та білмейді екен ше. Мынау қанша дейді, тұрамын да айтамын, ей, мынау көп ақша деймін. Берем, короче. Естен түсем, тарс еткізіп жабамын да, короче. Секьюритиға, секьюрити, осы жерде тұра тұрыңыз дедім да. Ақырын кіріп бара жатқан кезде анау бір түсінді ғой деймін, мынау қанша ақша екенін. Ей, деп айғайлап бастады. В общем, айттым, секьюрити, help дедім да. Отельге қаштым. Кіргеннен кейін ол кезде бір отырдым, айттым, Қайрат, мен шетелде жүрмін өзімше, в общем, ойбай. Любой момент екен. Бір ажалдан қалдым ғой дедім. Любой момент екен отырып кетемін десе деген сияқты. Одан кейін уже қалаға шықпайтынмын. Не істейсің ол қалаға барып, отельдің ішінде жүре берейін деген сияқты. Сондай бір момент болған. Енді байқаңыздар, енді барып жатсаңыздар. Таксистер шынымен ұятсыз болады ғой. Мен де видео салып қойғам, қалай алдайтынын, қалай. Көрдіңіз. Келісіп қойып, қалай сөзден секіре беретін, иә? Оларды андай ғой. Біздегі сияқты сөз жігітше айттың ғой деген әңгіме. Мүлде жоқ, иә. Барған кезде орыстар айтты маған, арабтарға сенме дейді. Бара салған кезде бір араб маған айтады, ой, Қайрат, сен досым, сен мұсылман екенсің ғой, мен саған бір сим-карта берейін дейді да, телефон сим-картасын беріп жатыр, саған тегінге берем дейді да ше. Мен соны алдым, андай новый сим-карта ғой, жанымдағы бір грузин болған айтты, Қайрат, мынаны ашпай ақ қой деді да ше. Сақтап қой деді. Сақтап қойдым. Бір 2 күн ба 3 күн өткеннен кейін араб қайтадан келіп тұр ғой маған, ақшасын бер деп ше. Маған дос сияқты болып берген болды да, сосын ақшасын сұрап тұрды. Әйтпесе. Сосын айттым, мен аласам, маған керек емес дедім, өзімді лақтырып бере салдым, мен ашқанда жоқпын деп. Егер ашқан болсаң, сенен неше түрлі ақша сұрайды? 40 евро сұрап тұр ғой менен. Сондай негізі Египетте сондай. Одан неше түрлі схемалар бар. Иә, Египетте в общем айлығымды алмағанда жай жүрген жоқпын, звондадым арабтармен, короче, сөйтіп. Бір ұрысып, айттым ғой, Египетке өмірінде бармайтындай болды. Вообще барудың енді. Демалысқа білмеймін енді, кім барғысы келеді, бара берсін, бірақ енді маған достаточно деген сияқты. Сондай болды. Бір осындай бір опыт болған. Бірақ енді Египетте үйренген жақсы заттарым өте көп. Сахнада қалай тұру керек, сахнада өзіңді қалай ұстайсың, билеу. Оны тәжірибе алып солай үйреніп алдың ба, әлде біреулер үйретті ма?
барған кезде енді уже тәжірибе алып үйрендік қой, сол жақтағы арабтар бар уже 7-8 жыл бойы аниматор жасап жүрген. Енді былай істейік, біздің көрермендердің арасынан сол шетелге шығып жұмыс істегісі келетін адамдарға сол круиз туралы бір кеңестер берейік. Содан кейін өз тәжірибеңнен бөліссең. Одан кейін жалпы круизбен саяхаттағысы келетін, турист болғысы келетін, демалғысы келетін адамдарға да бір лайфхактар, неге мән беру керек, сол туралы айтсаң. Енді сол круизға қалай жұмысқа тұруды дегеннен бастасақ, мысалға енді менде былай болды бұл ой. TikTok қарап жатқам, круиз шығып қалды да, тұрдым да ойладым, мына жаққа барып қайту керек екен деген сияқты. Содан кейін бардым да ойладым, неге мен мына жақта жұмыс жасамасқа деген сияқты ше. Сен Мысырдан ба әлде Стамбулға келіп алғансың? Стамбулға келіп алған кезде. Круиз сол кезде қарадың? Иә, бұл былай ғой. Круизді қарадым. 1-2 ай бойы іздедім, компанияларға жаздым, олар ағылшынша керек деді, бір сертификатым болу керек деген сияқты көп требованиялар прям өте жоғары болды да. Сосын бір компанияға тапсырып қойдым, ол компания айтты, сен күтесің деді. Коста Круиз деген бар, Астория Гранде деген бар. Астория Грандені айтқан кезде мен айттым, қайда барады дедім. Египетке барады, Грецияға, Турцияға барады, Россияға барады деді. Мен де айттым, енді мен Турцияда тұрып жатырмын, Египетте тұрып келдім, Россияда болдым. Новый зат Греция ғана екен. Контракт 6 айға деген сияқты ше. Басқаша бір жер керек. Иә, маған новый зат беріңдер деген сияқты. Сосын Костаға тапсырдым, олар маған отказ берді. Сосын енді Асторияны күтесің деп мен күттім. Күтіп жатқан кезде Стамбулдан Египетке ұшып кеттім да, осы аралықта осы айлықты ала алмай қалған, визаны ала алмай қалған, машинадан алдап кеткен, соның барлығы осы аралықта болды да. Одан кейін мен Египетте жүрген кезде звондадым, маған Қайрат деді, дайынсың ба, дәл қазір ұшып келуге деді. Мен айттым, дәл қазір ұшып баруға дайынмын дедім. Кеттім дедім. Стартта тұрмын дедім. Иә, стартта тұрмын дедім. 5 ай күттім, сол 5 айдан кейін ба маған айтты, болды, бізге резюмеңді жібер, видео түсіріп жібер деді. Сосын мен өзім туралы бір 2 минуттық видео түсіріп жібер, не істейсің, жұмысың қандай деген сияқты. Мен айтып айттым, ол кезде енді күнделікті ағылшынша сөйлеп жүрді, Египетте уже ағылшынша сөйлеп жүргеннен кейін мен ағылшынша видео сөйлеп, енді видео сұрағанда мен ағылшынша екен деп ағылшынша түсіріп жібере салдым да. Сен ойлады ағылшынша емес, орысша түсіріп жібер деп ше. Сол кезде біраз қиналып, орысшамды ойланып түсіріп жібердім. Айттым, иә мен жасым 19-да дедім. 19-дан, бірақ енді менің артықшылықтарым қазір Турцияға барсаңдар мен түркше сөйлеп беремін. Түркше и так Турцияда тұрып жатырмын. Россияға барсаңдар орысша сөйлеп беремін. Египетке келсеңдер мен біраз арабша білемін. Грецияға барсаңдар мен ағылшынша сөйлеп беремін деп ше. Сөйтіп бір артықшылығымды білдіртіп айттым, және мен осы энтертеймент саласында развлекатель аниматорда мен жұмыс жасағанмын, опытым бар, Египеттемін деп айттым. Содан кейін мені қарастырып көрейік деді. Bir кезде маған келді, қабылдады деп түстен кейін айтты. Сол кезде енді бір өзім қазақпын дедің, түрім Таиланд дедің, в общем тілің төрт деді, в общем бәріне келіп тұрсың ғой негізі. Иә, сөйтіп сол кезде мені қабылдады деді. Сол кезде қатты қуандым мен, потому что сол жолмен шыққан едім да, енді 5 ай уақыт өтті Египетте ары бері. Сол кезде круизге қабылдандым. Қатты қуандым, уже оформить етті, медицинский документтер, паспорт, моряка деген заттар керек, соларды алдым. Сөйтіп өздері төлеп ұшатын кезде мен уже ұшып Стамбулға бардым деген сияқты. Енді қалайса болады, круизге жұмысқа тұру үшін осылай болды менің жолым. Енді оларды ала қоймайтын еді, потому что барғаннан кейін мен көрдім, ана кемеде 30-40-тағы адамдарды, жанында барлық сондай 45-тегі, 55-тегі адамдарда, оның жанында мен жүрмін 19 жаста болып ше. Сол кезде мен түсіндім, мен тіл білгеннен кейін қалды екен деген сияқты. Олардың қызметтері қандай? Енді сен мен өзіммен бірге жүрген адамдар, жанында түріктер болды. Түріктер орысша сөйлей алмайды. Орыс қыздар бар, орыс қыздар түркше сөйлей алмайды. Ортасында мен жүрмін, мысалы екі тілді білемін деген сияқты. Енді аудармашы болып дегенде олар ағылшынша сөйлеседі деген сияқты. Кеменде Россиядан шығып Турцияға баратын болғандықтан вот екі жақтың да тілін білгеннен кейін мені алды деген сияқты ше. Сондай өзімнің артықшылықтарын білдіргеннен мен алған екен. Негізі жас балалар ішінде жоқ. Көбінесе сондай үлкен, орта жастағы кісілер. Солай кемеге жұмысқа тұрдым. Сол кезде маған пайдасын деген заты ең бірінші өзімнің опытым болғаны, сол энтертеймент саласында жұмыс жасап көргендіктен. Екіншісі бірден алып кеттің ғой. Екіншісі тіл білгендіктен. Тіл білгендіктен пайдасы тиді деген сияқты. Солай жұмысқа тұрдым. Арманда жұмысқа тұрып 19 жасымда кемеде жұмыс жасадым. Енді қазір кемеде жұмысқа тұратындарға, жұмыс іздеп жатқан адамдарға, жалпы шетелге жұмыс іздеп жатқан адамдарға айтатын болса, сол ағылшын тілі ғой енді. Қазақстанда хотя бы бір курс оқып болсын, бір затқа үйреніп болсын ағылшын тілін. Біздің қажетке салып қоямыз, орыс тілі, қазақ тілі, қытай тілі, тілдерді де алдағы уақытта қарай бере алатын болады. Жақсы, қажет сонда бір платформа ғой ішінде. Приложение жүктеп аласыз, Android-қа, App Store-ға екеуінен де жүктеп алуға болады. Ішінде курстар шыға береді. Курс бар, тіл бар. Иә, әртүрлі. TikTok, Instagram барлығын не меңгерем дейді. Жаңа программист болам десе де, блогер болам десе де. Барлығын бір жерге жиналған. Иә. Бір баға төлейді бір жылға. Ішіндегіні көре береді деген.
жақсы нәрсе сөйтіп жасап жатырмыз. Керемет зат екен. Енді мен енді мына нәрсені түсінемін да, Қайрат. Сен ағылшын тілін білу керек дедің ғой. Ол ағылшын тілі ғой, ол ұлттың тілі ғой. Енді одан да маңызды нәрсе бар, бұл адамның тілі, яғни адамдармен тіл табысу. Сол жайлы айтшы, ол қаншалықты маңызды нәрсе. Икемдел алу, жаңағындай жатырқамау, дініне, тіліне, түріне қарап бөлмей, барлығын бір бауырың сияқты көріп, немесе бір шекараларды ұстай алу, онымен дистанция қалай болады, өзіңнің қақыңды жібермей, жаңа айттың ғой, арабтарға қатты сөйлемесең болмайды деп. Олар беттен түкіріп, сол айғайлап қана тұрады ғой негізі. Төбелеспейді. Иә, бұл туралы сол бірінші жылы барған кезде сол момын болып анадан қалып зарплатаны ала алмай, ары бері адамдардан несін алмай, үркіп, мынау не деп сөйтіп жүрдім. Одан кейін Құдайдан қайтсын енді деп. Иә, сөйтіп не істеп жүрдім да, одан кейін уже үйрендім. Қалай айтса болады, бір ортаға сіңісіп кетуің ол ең маңызды зат қой. Келген адамдар араласа алу, араласа алу ол маңызды зат ше. Келген адамдар бар, келеді да, отырады, маған тамағы ұнамады, мынау ұнамады дейді да, қайтам дейді да. Мен айтамын да, сенің қолыңа мынандай возможность келіп тұр, сен кемеде жұмыс жасасаң, екінің бір жұмыс жасап жатқан жоқ, сен келіп тұрсың, сен енді мына зат ұнамады деп соған қайтам деп жатсың деймін да. Ол өте енді білмеймін енді, ол может біреу тойғаннан секірет, біреу қарны ашқаннан секірет дейді ме, сол айтады ғой. Ең бірінші адаптация. Барған кезде сен бірінші тіл білетін болсаң, және де қалай болады, адамдарды сыйлай алатын болсаң, ең маңыздысы сол сыйластықтан басталады. Соны бірінші сыйлай алатын болсаң, сол кезде уже сіңісіп кетесің. Мысалға мен барғанда да жанымды сол жаңағыдай айтқанда қарасы да бар, ағысы да бар мысалға. Оны да бөлмейсің, діні де әртүрлі, тілі де әртүрлі. Ешқайсысын бөлмейсің, адамдармен сыйласып бастайсың. Біреу келіп саған өзінің мінезін айтады мысалға. Мысалға мен түріктермен көп не болып қалатын да, мысалға айтады маған сырға тағам бізде жақсы деп айтады. Жарайды, сен таға бер сырға, бірақ енді бізде сырға тақпайды деймін да. Мен мәжбүрлеме. Иә, маған бәрібір енді сен таға бер, мен сені сыйлаймын деймін да. Болмаса мен сол Колумбиядан келген дос баламен тұрған кезде айтады, мен католикпін дейді да, мен құдаймын деп сондай істер айтады. Мен жарайды досым, өзің білесің, өзің сенің дінің саған. Жарайды, мен сенің дініңді сыйлаймын, сенің мінезіңді сыйлаймын. Мен сен де менікін сыйла деген сияқты. Өзім дінім бар деген сияқты. Сол зат, соны білу керексің. Әр адамның өзінің традициясы бар мысалға. Кемеде жүрген кезде қырғыздардың тәуелсіздік күні өтеді, индустардың тәуелсіздік күні өтеді, Индонезияның тәуелсіздік күні өтеді деген сияқты. Әр ұлт өзінің тәуелсіздігін жасайды. Ол кезде кухнясын көресің, оны сыйлайсың, әркімнің өзінің традициясы бар. Шаңыраққа қара деген әңгіме. Ондай әңгіме жоқ. Енді мен қазақпын, ой сен бүйтпе деген әңгіме жоқ ше. Мысалға біреулерге Борат айтып кетеді мысалға. Борат дейді. Тұрасын енді жарайды бауырым дейсің, енді өзің Қазақстанды көр. Деңгейің сол ғой дейсің. Иә, ол енді айтасың, ол фильм, ол Қазақстан басқа деген сияқты. Енді кейде керек болып жатса TikTok'та ашып жібересің, міне біздің Қазақстан деп мақтанып бір көрсетіп аласың деген сияқты ше. Әрине Қазақстанның намысын түсірмей жүруге тырысасың, және де ең сол маңызды зат әркімнің өзінің границасы бар, әркімнің өзінің сенімі бар. Біреу саған жай зат болған зат біреу үшін прям үлкен сенімді білдіреді деген сияқты. Соның барлығын сыйласып білетін болсаң, жан-жағындағылар да сені сыйлайды, өзің де сыйлы боласың, сіңесің ортаға деген сияқты. Әр сөйлескен адаммен, мысалға енді көп адаммен сөйлестім, шынымен де неше түрлі адаммен сөйлестім, әр адамның өзінің ойы басқа. Кітап туралы, кино туралы, пікір, біреу дін туралы мысалға. Тура мен діндегі білген өзімнің білімімді анау бір физикалық жақпен айтып жатыр, бір энергиямен, волналар, вибрация деп айтып жатыр да. Бір затта, бірақ әркімнің көзқарасы әртүрлі деген сияқты. Сол жағымен қызық негізі, пікір таластырасың, өзіңде көресің, мынандай бар екен ғой, мына жақта адамдар мынандай екен ғой деген сияқты. Және әркім әртүрлі ойлар айтқандар, менікі осы деп тіресіп қатып қалмай, наоборот бір үйренсем деп ашық болу керек қой. Ол өте қате зат. Біздің арамызда сондай адамдар болды да. Менікі дұрыс дейтіндер. Менікі дұрыс, мен ғанамын дейсің. Енді ол андай ғой, енді ол жақта бүйтіп бір не жоқ та. Ондай адаммен не үшін екінші жанына келіп әңгіме айтасың деген сияқты. Жарайды досым дейсің, үндемей кетіп қаласың деген сияқты. Болды, ондай адамдар болады. Ол енді киіп болу керек болып тұр ғой барынша. Әрине, әр адамды сыйласаң, ол саған өзін любой бір адаммен отырып әңгіме айтқан кезде сен одан бірдеңе үйренесің ғой. Индиядан келген достарымыз болды мысалы. Атак енді Индияға тисесің ғой, енді олар қайсы болады. Ағылшыншалары бөлек деген сияқты. Прикол ұстап қоямыз, бірақ жап-жақсы адамдар деген сияқты. Ең басты бір түсінген затым, мысалы айтады, Қазақстанда да бар ғой, батыстың адамдары мынандай, шығыстың адамдары, Шымкенттің адамдары, ананың адамдары. Дымға қатысы жоқ, ол адамның өзіне байланысты, ең біріншісі. Одан кейін енді дінге де қатысы жоқ.
кәпір болсын буддист болсын адамның өзіне байланысты, тіліне де қатысы жоқ. Бізде сразу мысалға енді қара түсті адамдарды көрсе сразу негр деп кетеді ғой. Енді ол тоже қате зат та. Мен өзім Африкадан, Нигериядан келген балалармен тұрдым да. Қара түсті деп айтасың, оларға ол бір сыйлық деген сияқты, сыймен қарым қатынас жасайсың деген сияқты. Оған қарап бөлу, түріне қарап бөлу, дініне, бір жақтан шыққанына, руына қарап бөлу деген сияқты. Оның барлығы сол қате зат деп ойлаймын. Адамның барлығына, адамгершілігіне қарайсың, сенімен қалай араласады, тоже сондай ответ бересің деген сияқты. Жаңағы саяхаттағысы келетін адамдарға қандай бір бонустар? Солай айтып қоймасаңыз кішкене бүйтіп кетіп бара жатырмын. Бірінші подкастыммен ренжімеңіздер, не айтып жатқанымды білмей жатырмын, думанаға қарап жіберіп жатырмын. Аз қалды соңғысы. Неге мән беру керек? Қашан билет алған дұрыс? Қандай? Қараңыздар, енді менен қазір сол видеодан кейін менен сұрап жатыр. TikTokта, Instagramда толып жатыр. Қашан, қалай жұмысқа шығамыз, қалай жұмысқа шығамыз деп ше. Енді көп кісілер жазып жатыр. Қалай айтса болады, мен өзім бір компания арқылы жұмысқа тұрдым. Жақында ғана екінші рет интервьюға кірдім сол компанияға. Royal Caribbean деген корабльге көрдім. Сол интервью бір жарты сағат болды. Сол кезде ең соңында сұрадым. Осындай менен бір видео салған едім. Жарып кетті. Сол менен сұрап жатыр адамдар компания туралы. Сіздің компаниямен бөліссем қалай деген сияқты. Айтайын ба, бөлісем, мен сіздерден бір сұрайын деген ойым бар еді деп едім. Айтты маған. Ондай зат енді компанияның атымен бөліспей қойсы, бөлісіп қажет жоқ деген сияқты ол айтты да. Себебі мысалға ертең күні бірдеңе болатын болса, жұмыста бір визасымен проблемасы болатын болса, жұмысқа келгеннен кейін проблемасы болатын болса, ол кезде сен кінәлі болып қаласың деген сияқты. Компанияның атымен бөліспей қой, атак енді өзің опытың, ол сенің опытың деген сияқты қылды да. Сол үшін енді нақтылы бір компанияның атымен өздері разрешение бермегеннен кейін мен сіздермен бөлісе алмаймын, бірақ енді айтатыным, бізде Қазақстанда паспорт жақсы. Жұмысқа тұрам деген кісілерге мысалға не то чтобы кемеге шетелге жұмысқа тұрам деген кісілерге бізде Қазақстанда паспорт өте жақсы. Қазақстан паспорты, виза ала аласыздар деген сияқты. Жанымыздағы мысалға көрші елдер сияқты бізде запрет жоқ. Өздеріңіз білесіздер. Мүмкіндік мол. Иә, мүмкіндік мол бізде. Күші бар деп. Күші бар біздің паспорттың. Солай жұмысқа тұрам десеңіздер, ол жақсы. Одан кейін екіншісі, енді интернет ашып қарасаңыздар, круизға компаниялар өте көп. Job in cruise ship десеңіздер, өте көп, өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады. Даже мен жұмысқа тұрған компанияны тауып алатын шығарсыздар. Енді компания маған бөліспей қой дегеннен кейін, ондай жауапкершілік алмай қой дегеннен кейін, менде бөліспеуді шештім. Тіпті мен круизде жүрген кезде де бір балалар болған, қазақ балалар. Вот мен досымды жұмысқа тұрғыздым, где-то бір долларларын алдым, ақшасын алдым, жұмысқа тұрғызып бердім, сен де солай істесе деген сияқты айтқан кезде мен айттым да, жоқ бауырым, маған қажет емес, енді ол адам келгеннен кейін бірдеңесі орын қалатын болса, мен ондай жауапкершілік алғым келмейді. Бір нұсқап жіберген сияқты боламын да. Әркімнің өзінің бір жолы бар, өзінің бір ізденісі бар. Сол жолмен өзің ақырын келесің де, сол жетістікке жетесің деген сияқты. Сондай, ал енді жұмысқа тұрам десеңдер, ең бірінші ағылшын тілін. Мен енді қалай айтса болады, ағылшын тілін білу керексіңдер. Ол шетелде ағылшын тілін білсең, ол тіпті вау емес. Ол обычный зат ше, ағылшын тілі ол ең бірінші тіл. Қажеттілік. Иә, ол жай ғана қажеттілік тіл, осы қазақша сөйлеген сияқты бір қажеттілік тіл. Ағылшын тілін білсеңіздер, одан сол интернеттен қарасаңыздар, және де мен жақында ютубқа енді келдім Қазақстанға, кішкене не істеп жатырмын. ютубқа өзім видео саламын. Қалай тұрдым, қалай болды, круиздің ішінде өмірім қалай өтті деген сияқты. Соларды бір бөліп нақтылап өзім жинаған түсірген видеолармен бір влог салатын боламын, бір пайдалы ақпаратпен бөлісетін видео салатын боламын. Соны көрсеңіздер болады. Сол жақта өзім қазір ұмытып қалған, ойыма келмеген дана момент бір заттар болса, соның барлығын жазып сол жаққа салатын боламын. Енді сол контенттердің маңыздылығы қанша болды? Сол видеодан кейін өмірің қалай бір өзгерді? Енді қайтса болады, ол енді ондай ештеңе жоқ менде өзімде. Бірақ енді қуаныштымын, осындай бір подкаст беруге келіп тұр екенмін, значит енді бір жетістікке жеткен аз да болса деген сияқты. Сондай мағына қуаныштымын. Атак енді бүйтіп ой мен деген ештеңе болған жоқ өзімде. Жай ұйықтап тұрдым, миллион просмотр болып жатты, жарайды дедім. Бір эффектісін көрдім. Иә, бір эффектісін көрдім, енді қызығын алдым деген сияқты. Бірақ өзімде бір мемесім қалған ештеңе жоқ, әрине, жай ғана бір видео, бірінші трек қашқан жоқ. Видеом енді одан да бұрын бір-екі болған, ондай звездовать ету ештеңе жоқ. Етің үйренген. Иә, бірақ енді маған мынандай зат болып тұр да, пайдасы жоғары болып тұр. Бұрын мен круизде болып
бөліскен кезде бір адам көрмейтін да, ешкім танымайтын. Мгм. Қазір сол бір видеом рекқа шыққаннан кейін енді мен адамдар таниды, мен өзім білетін ақпаратыммен бөлісе аламын деген сияқты. Сол жағынан вот маған пайдасы тиіп тұр. Жақсы. Енді қандай мақсатта? Енді көп стартаптар, бизнестер, енді бізде жалпы бизнесті үйретіп, бизнесті меңгеріп жатырмыз ғой. Сондықтан осы контенттер жасау арқылы қазір енді алпауыт үлкен кәсіпкерлер, бизнесмендердің өз блогтарын түсіріп жатыр. Әрине, Ал сен енді блогты онсыз да түсіріп жатсың, жұмысын біліп жатсың. Көп адамдар білмей жатқан, және өткенде біз сол қажетке нені салғалы жатырмыз. Англияда жұмыс істеу туралы ше. Жаңағы бүлдірген теру, қалай бару, қалай ақша табу керек деген сияқты. Сондай да курсқа қалып жатырмыз. Тура сол сияқты адамдарға ақпарат жетіспейтін болғандықтан көп проблемаға ұшырады, алданады, алаяқтарға түсіп қалады. Мен енді сенен мынандай нәрсе, енді игі тілек қой, былай қарап отырсақ, сол осыны меңгеріп блогыңды жүргізе отырып, ертең алғашқы клиенттеріңді де тауып, алғашқы инвесторыңды да тауып осы парақшаң арқылы и сөйтіп жүріп өзіңнің сондай бір круиздік компанияңды ашады деген ой бар. Тура сол туралы негізі айтқым келген. Ондай ары қаратай дегенде жақсы бір жаңалық өзімде. Иә, тура дөп түстіңіз. Қазір енді мен былай қарап отырсам, өзімді қатты енді бағаламаған екенмін да. Былай қарап отырсам, мен Египетте жұмыс жасадым, туризм саласында. Круизда жұмыс жасап келдім. Египетте тұрдым. 4-5 тілде сөйлеймін қазірдің өзінде. Осы барлық мүмкіндігімді қолдана отырып, қазір енді тур агентство ашсам ба деген ойым бар. Өте үлкен бір план бар, тур агентство ашсам ба деген. Круизға апаратын Қазақстаннан қазақтарды, круизға осындай қандай кемеге барған дұрыс, қай кемеде ол инклюзив болады, қай кемеге бармаған дұрыс, қай кеме, жалпы соның барлығын мен Қазақстаннан бір тур ашсам ба деген ойым бар круизге. Қазақстаннан Қайрат тур деп па. Көремін оның барлығы қазірше осы жерде, бірақ әрине өзіме сенімдімін, осы үшін қазір жұмыс жасалып жатырмын. Қазақстанда круиз деп айтқан кезде уже бүткіл қазақ мені есіне алатындай, сондай дәрежеге жеткізетіндей, Құдай қаласа круиз компаниямды ашып, Қазақстаннан осындай көргіміз келетін, барғымыз келетін деген кісілерді жіберіп, өзімде осындай компаниямды дамытамын деген ойым бар. Тамаша. Мен ана Катар елерге барып келгеннен кейін ойым кеткен кәдімгідей, қажет тур деп жасайық деп ашпақшы болып біраз нәрсе ізденген менде ше. Болады енді кейін алдағы уақытта бір инвестор болармыз, может партнер боламыз. Әрине. Қолдан келгенше көріп жатар. Енді былай қарадым, Қазақстанда енді тур көп екен. Турцияға барамыз, Африкаға барамыз, Қытайға, Дубайға. Енді круизға енді жоқ екен авторлық турлар. Және адамдарға қызық, өте көп сұрап жатыр. Жұмысқа да сұрап жатқандар бар. Оған әрине өзім бір білімді бөлсем, бірақ менің қазіргі фокусым сол жаңадан бері айтып жатқан өзіме тур агентство ашу. Осы жалпы 4 жылдың ішінде үйренген білім барлығын қай жаққа барған дұрыс, қалай сатып алған дұрыс, соның барлығымен бір тур ашсам ба деген ойым бар қазір. Егер сен де ашып қойған болсаң, қазір жақсы продажалар болар еді ше подкасттан кейін. Бірақ әлі де Қайратпен жұмыс істеймін, бір сенімді түрде барғымыз келеді десеңіздер, точно мына жерге номерін қойып қоямыз, хабарласыңыздар. Әрине. Кеңес алып, консультация алып, енді кейбіреу ақылы болатын шығар, өйткені тегін қашан қайта бересің барлық адамға. Сондықтан ақылы болса, сен жауапкершілік аласың да, алданбай, нақты, бір сен ізденесің ғой, өйткені ақшасын төлеген соң, сен нақты соған жауап беретіндей қылып. Керемет, жалпы осындай ойым бар, әрине. Осы бүткіл еңбегімді, опытымды, тәжірибемді осындай бір өзімнің үлкен бір проектіме салсам ба деп жатырмын. Керемет, енді алдағы уақытта әрине міндетті түрде болады. Сіздерді шақырамын, барлығын шақырамын. Біз Нұрманат екеуміз барып тұрық та бір неге барайық, контент өлтіріп жүреміз ғой. Әрине. Жақсы болады, бір круизбен жүріп қайтайық. Басқасын көріп жатырмыз, енді сол жетпей тұрған. Енді мынандай нәрсе, подкастымыз сөзі созылды, жақсы болды, жақсы әңгіме, уақыт тез өтті, аяқтайық. Мынандай ойым бар өзімнің. Қайрат, сен 20 жастасың, қазіргі біздің жастар, осы біз 2019-дан бастап саяси бір пікірімізді білдіріп жүрдік қой. Жалпы Қазақстанның болашағы, сен әлемді шарлап жүрсің, шетелді көрдің, басқа ұлттарды көрдің, ұлыстарды көрдің деген сияқты. Мысалға менің өзім көріп келіп Қазақстанның ең жақсылығы екенін, көкпаспорттың қадір қасиетін аса бір терең сезініп шүкір еткен адамдардың бірімін де, әйтпесе бұрын
басқаша болдық қой, басқаша позиция Әрине. болды ғой. Шетелге шыққан соң қадірімізді түсініп жатыр. Біз дамыған екенбіз. Біз тек іште жүрген соң тек негативтерін көріп, айғайлап, байбалам сала береді екенбіз да. Ал шетелмен шығып көп нәрсені көрген соң бізде әлдеқайда жақсылықтардың мол екенін байқайды екенсің. Ниетіміздің, пейіліміздің әлі бұзылмағанын көресің. Жаңағы мысырлықтарға қарап дегендей Әрине. шүкір етесің. Еуропалық кейбір анау феминизм, ЛГБТ тағы бір деңгейлерге қарайсың да, өзіміздің дәстүріміз қандай тамаша еді, тіліміз қандай деп түріктердің өзіне қарап бір шүкір етесің да. Экономикалық жағымыз жай-жайлап келе жатыр. Мына дамыған елдерге кетіп қап көшіп кету емес, өзіміздің енді дамитын елімізге үлес қосудың маңыздылығын түсінесің да, бір кірпіш болып қаланғың келеді. Сондықтан мен анау бір жақсы канал тауып алдым да, соны қазақшаға бейімдеп оңтүстік Кореяның минустарын, негатив жағын, Сауд Арабияның негатив жағын деген сияқтыларды айтамын ғой. Адамдар ренжиді, сен неғып Қазақстанның ішкі жағын жамандығын айтпайсың деп ше. Неғып елдерді жамандап жатсың, жақсы жағын айтсайшы. 99% адам, блогерлер шетелді мақтай береді. И сол шетелді мақтап, ал Қазақстанды тек қана блогерлер жамандай бергеннен кейін еліңе деген бір құрметің түседі да, іште жүрген көп адамдар өзгені зор, өзіңді бір қор санап қалады екен да. Мен соған қарсы істегім келді де, әдейі мен жалған ақпарат, фейк емес, шынайы факттерге сүйене отырып, сол шынайы ашық дерек көздердегі ақпараттарды жиыстырып, сол YouTubeқа, Instagram, TikTokқа контент қылып жасап жатырмын да. Соның өзінде адамдар қарсы бүйтіп тістеніп ренжиді да. Бірақ біздің Қазақстан, неге шетелге шықсаңыздар көресіздер, Аллаға шүкір дейсіздер. Сондықтан осы Қазақстанның одан әрі дамуына, өзіңіз қалағандай Қазақстанның болуына неге үлес қоспайсыз? Құр отырып бізге біреу жасап береді, неге бүйтпейді, сөйтпейді деген нәрсе керек жоқ, өзіміз үлес қосайық. Осындай ойда менде Қайратшы. Сондықтан осы подкаст сенімен жасап, өйткені шетел көріп жүр ғой деп, өзімен осознанно кәдімгідей саналы түрде бәрін көргеннен кейін жаңағы бізге ресейлік ксролық идеология қалып қойған, тіл жағынан, діни жағынан арабизация, сол арабтікі ретінде қаралып қойған дін, ол да болмайды. Еуропадан десе бүкіл мәдениетін алып келіп соларды сіңіре салғымыз келеді. Жоқ, біз өзіміздің бір саф, тап-таза, керемет бір дәстүріміз, мінезіміз, пейіліміз, дархан даламыз, ұлы тарихымыз бар да. Біз жақсы соған шүкір етіп, осыны заманауиландырып дамытуымыз керек. Елдің біз көріп жүрген жақсылықтарының арқасында, жаңа сен айтпақшы, мен тек жақсы жақтарын ғана саламыз, соны көреді ғой дедің ғой. Сол сияқты олардың керемет жерлерін ғана туристер тек жақсы жерін көрсетеді ғой. Ал жаман жақтарына олар бармайды. Ал сол үшін біз Қазақстанның жақсылығын көбірек көруге тырысайық. Ол бізге басқа біреу жақсы Қазақстанын әкеп бермейді ғой. Әрине. Айтып жатқандарыңызбен даже жігерленіп кеттім ше, 100% келісемін. Себебі қалай айтса болады, қазір айтады енді Қазақстаннандай. Сен сезіндің ғой, сен айтшы. Жамандап тұрады да енді, бүйтіп қарап, не істейсің енді, қалай айтса болады. Өзінен сұрасаң, қай елге шықтыңыз десең дағы айтпайды, ешқай шықпаған. Ол да айтпайды. Енді мысалға кейде енді ойлап қаламын да, бір таксиге жатқан кезде, ана таксиде рөлде отырып келе жатқан бір 50-дегі Қазақстанда ғана тұрған кісіден мен шетелге шығып қайтқан, 20 жасындағы мен бір Қазақстанның қадірін жоғары түсінетін сияқты ойлап қаламын енді. Неге? Себебі шетелге шыққан кезде көресіздер өздеріңіз, ол жақта Қазақстандағыдай ыңғайлы емес. Ойбай, ерекше дейтін, Еуропаның өзі ондай емес. Ондай емес, лас, адамдарда енді жарайды, өзі біледі, әркімнің границасы бар дегенмен олар шегіне жетіп кеткен да. Өздері қазір жалығып жатыр сол өздерінің сол тым демократиясына. Қазір енді Қазақстан айтып жатыр ғой, Штрафстан дейді. Мен енді шетелде отқанда Қазақстан не болып жатқанын көп біле алмаймын. TikTok'та ашасың, интернетте қарайсың, Штрафстан дейді. Мен қазір келіп қарадым, Қазақстанда ананы істеуге болмайды, мынаны істеуге болмайды деп штраф қойып тастаған дейді. Бірақ өте дұрыс деп санаймын енді. Себебі қазір біздің кезімізде ол штраф болып жатыр. Сосын біздің балаларымыз өткен кезде, жас буын өткен кезде ол уже мәдениетке ауысады да. Ол мәдениетіміз тіпті былай қарап отыратын болсақ, Қазақстан мәдениеті Еуропадағы, Египеттегі мен көріп қайтқан жақтағылардан әлде қайта жоғары. Және де біздің Қазақстан қадірін шетелге шыққанда шынымен де түсінесіздер. Бізде Қазақстанда IT жағынан эдтех, білім саласы, технология, банк саласы, қаржы саласынан өте қатты дамып кеткен. Турцияда бір заказ бердім карточкаға, бір аптада келді. Каспийде бір ана видеоң бар ғой, жаңа алақанмен нетуге болады деп елдер таңғалып жатты ма? Просто алақанмен мен өзім шоке болып жаттым. Мен ана жақта түріктерге видео жіберіп ше, бәріне бір мақтанып алғаным бар.
шынымен қарап тұрсаң қазақстанда IT өте қатты дамып кеткен. Енді ескі қала деп ойлап қалады көбісі, СССР-ден қалған деген сияқты. Ондай емес, бізге қарасаңыздар дамып жатыр қазір. Одан кейін табиғатымыз өте керемет. Мен бүйтіп бір шетелде жүрген кезде көріп қаласың TikTokта, интернетте Қазақстанға бір турист келген екен, ағылшынша сөйлейтін. Ойлаймын да, бұл не үшін келеді Қазақстанға, не бар бізде десем, оларға біздің мәдениет қызық, бізде культура қызық, біздегі табиғат қызық деген сияқты ше. Енді біз осы жақта туып өскеннен кейін біз может қатты мән бермейміз, одан кейін нашар деп ойлаймыз да. Негізі олай емес. Иә. Мына нәрсе, жаңа шетелдік турист дедің ғой. Еуропалықтар, шетелдіктер Қазақстанға қазақтың мәдениетін, қазақтың даласын, қазақтың дәмін татқысы келіп келеді ғой. Әрине. Бірақ бір қызығы біз сол шетелден келгендерге қазақтың тілінде емес, орысша сөйлейміз. Қазақтың дастарханын, қазақтың соңғы жылдары ғана ғой мынау жаңағы сандық, бір қазақы дастархан ашылған. Әйтпесе сол пиццаны ұсынып, бәрібір өзі онсыз да жеп келген дәмді ұсынамыз. Не ұлттық киімімізді, ұлттық бір ерекшелігімізді көрсетпейміз да, қазақы бір өзіміздің архитектурамыз, оны да көрсетпейміз. Ол сол жақта жүрген еуропалық бір нәрсені осы жаққа келіп қазақыландырылған сияқты қылып қайтадан көрсеміз, ол оған қызық емес қой негізі. Сондықтан біз өз болмысымызда қалсақ, адамдарға сол қызық. Өте дұрыс айтасыз. Қазір енді вот сондай істер пайда болып жатыр. Қазақтар қалай айтса болады, қазақ киімін, қазақ тілін уже модаға айналдырып жатыр ғой. Өте керемет. Уже бұрын шетелге еліктейтінбіз, ода шынымен әндеріміз барлығы шетелге еліктейтінбіз, ол сезілетін, бірақ қазір уже Қазақстан деген кезде уже мен мақтанып айта аламын. Димаш тани ма круизда біразы? Димашты таниды. Димаштың концертіне де бардық қой. Одан кейін Колумбиядағы достарым таниды екен Димашты. Мен Димашты берген деп айтып жатсам, олар Димаши деп бастады ғой. Мен қуанып қаласың ше. Енді әрине қуанасың, айтқың келеді өзің отан туралы. Целым қысқаша енді айтқан кезде соңында былай айтса болады. Қазақстан әрине бір шетелге шықсаңыздар өздеріңіз көресіздер, өздеріңіз түсінесіздер. Кейбір жағынан енді көңіліңе жақпай қалуы мүмкін, бірақ Қазақстан целым мен өзім туып өскен жерім, әрине шетелде жүрген кезде мен Қазақстан туралы біреу бірдеңе айтып қалса, мен оны былай жай ғана қалайса болады өткізбеймін, жерге қоймаймын, Қазақстанды көтеремін, әрдайым Қазақстан туралы айтып жүремін, қазақ тілін айтып жүремін. Бізде мысалы жаңағы Димаш деген сияқты айтып қалатын болса, иә біз қазақпыз, ол менің қанымда бар, және де ол үшін мен ұялмаймын. Иә, біз сондай патриотпыз, сондай болу керекпіз. Ал енді Қазақстанда жатып алып көп қой енді Қазақстанды жамандап алай былай жүрген кісілер, сіздер бір шетелге шығып қайтсаңыздар, Қазақстан қайтып келген кезде бір қуанасыздар, көріп жүрген. Бірінші жылы мен Турцияда тамағымызды сағындым. Ол емес, мен адамдарды сағындым. Мен біздің қазақ тілін сағындым да ше. Қазақ тілін сағындым, біздің адамдарды сағындым. Бүйтіп Турцияда жүресің, құлағында бір шум бар да, түркше да. Қазақстанға келем, аэропортқа түсем, ана жерде жазылып тұр, қош келдіңіз. Ананы естіген кезде мен денем дызылдап кетті ше. Шынымен 1,5 жыл болды ғой келмегеніме ше. Ананы естіген кезде қош келдіңіз деп қазақша жазып қойған ананы естіген кезде мен бір денем дыз ете қалды да. Ол енді бөлек сезім. Қайда жүрсең де өзің туған жеріңе жетпейді дейді ғой. Сондай. Ал туған жеріңе не жетпейді? Қалай? Жалпы Қазақстанға не жетпейді деймін да. Қазақстанға жас осы мемлекеттің азаматы ретінде не жетпейді дейсіз ба? Қазақстанға не жетпейді? Әттең Қазақстан осындай болса, жастардың үнін биліктегілер, үлкендер, қоғам тыңдағысы келетін шығар. Әттең Қазақстан осындай болса, әттең Қазақстанда туризм дамыса. Мысалға өте көп жеріміз бар, өте көп табиғатымыз бар. Қазір енді шығып жатыр ғой Маңғыстаудағы жерлер деген сияқты. Қазақстанда туризм дамыса мысалға, осыны айта аламын. Кеше Байдастан деген азамат бар ғой, дронмен түсірген өткен, Инстаграм оған жазылып, Грэмми сияқты ма, немене Каннан не алды. Сол жігітпен алдыңғы күні кездестік қой, сол кезде сол айтып отыр. Біздің табиғат ғажап деп ше, бәрі таңғалады соған, миллиардерлердің өзі келгісі келіп жатыр деп. Яғни бізде табиғат бар, Құдай беріп қойған. Шетелдегілерге міне жақсы азаматтар контент арқылы көрсетті. Жарнамасы жасалды. Бірақ енді жағдай жасалмай тұр, жол жасалмай тұр, реттеліп. Осы жағы ұйымдасу, бағасы тым қымбат мысалға. Қонақ үйлер қымбат. Қалай айтса болады, иә, сол туризм дамытатын болса, соған көңіл аударатын болса, жақсы керемет. Одан басқа енді мен бүйтіп бір түртіп айтатындай, білім сапасы Қазақстанда жақсы мысалға керемет. Мысалға бізде керемет университеттер бар деген сияқты. Білім сапасы жақсы. Бүйтіп бір енді данный момент мен олай бүйтіп бір жамандап или бір жетіспейді деп енді қатты бір ішімде айтатын. Өзім сағынып келген кезде өзім сағынып келген кезде бүйтіп бір ойланып жатырмын, қиналып жатырмын да не тапсам болады деп. Онда ештеңем жоқ. Қазақстанда барлығы бар, мен үшін
қалай бар, мен солай жақсы көремін. Енді алдағы уақытта әрине дамып жатса өте керемет, бірақ қалаған кезіңде шетелге шыққың келуі, паспортыңмен емін-еркін жүруің, бұл тәуелсіздік деген осы да, бір ол білінбейтін нәрсе ол, бірақ ғажап мүмкіндіктер ғой. әрине осыған мен қатты не істеймін, мен мысалға Бизнес жасаймын десең тұр, оқимын десең тұр, жұмыс жасаймын десең тұр, еркіндіктер. Тек жауапкершілікті өзің мойныңа ал. Болды. Енді қазір айтатыным анау ше, енді Қазақстан андай ғой, енді көп енді жастар айтады ғой, енді өкімет Қазақстан андай, Қазақстан мындай, енді оқып қалам, көріп қалам, естіп қалам. Менің айтатын затым алайда Қазақстанды кінәлап қажет жоқ деймін да. Сен бір жарайды пенсионер болсаң, 60-тағы кісі болсаң, болмаса енді бір 50-дегі бала шағасымен бір кісі болсаң, ой, май қымбаттап кетті, ет қымбаттап кетті деп ше. Сен ондай емессің, сен бір жас жігітсің, сен тепсе темір үзетін жігітсің. Қолыңда телефоның бар деген сияқты ше. Тілді үйренетін болсаң, мүмкіндіктерді іздейтін болсаң, шетелге шығатын болсаң, шетелді көретін болсаң, жұмыс істеп, ол жақтан бір тәжірибе алатын болсаң, болмаса оқуға барып қайтатын болсаң, сол жақтан бір опыт сіңіріп, бір затты сіңіріп үйреніп келіп, өзің Қазақстанға келіп, сол затты қазақтарға да көрсетіп, қазақтарға да үйретіп, ол туризм болсын, ол бизнес болсын, ол осындай бір контент жасаудың түрі болсын деген сияқты ше. Өзің еңбегіңді сіңдіре аласың, және де оған Қазақстанды кінәлап, Қазақстан дамымайтын мемлекет, Қазақстан андай деудің ешқандай да қажеті жоқ. Біздегі ең маңызды беріліп жатқан мүмкіндіктердің бірі біздің сол жанындағы паспортымыз. Ол өте керемет мысалға. Паспорттағы сөз де қажанады, әрине. Бұл Қазақстанның айтқым келеді, негізі андай енді достарымдан естіп қаламын, келем, ой досым, біз шыға алмаймыз, ой қойшы, ештеңе жоқ қой осы жақта деген. Ондай зат керегі жоқ, көріңдер, тұрсыңдар. Және бір көп ақша да керек емес қой шетелге шығу үшін. Бір көп ақша керек емес. Мен мысалы енді Құдайға шүкір өмірімді сүріп жатырмын. Сол бірінші жылдан бастап 4 жыл болды, мен үйдегілерден ақша сұраған жоқпын. Қайта үйдегілерге беріп жатырмын. Соған да қуаныштымын ше. Ол бір риск алған кезде өзі ақырын біледі. Ақырын жолмен кетесің, табысыңды да табасың, өзіңде бірдеңені үйренесің деген сияқты. Сол үшін олай диванда отырып алып, шынымен хейт жазып, анаған ренжіп отыра бересіңдер деген сияқты әңгіме. Өздерің қолға алсаңдар, ең бастысы қазір Алматыда да тіпті ағылшынша 2-ның 1-і біледі ше, жастардың 2-ның 1-і біледі деген сияқты ше. Бәрі IELTS-қа кіріп тастаған, IELTS тапсырып тастаған деген. 9 алып тастаған қыздар бар. Бәрі сондай алып тастаған дейді. Қазақстан өзі аламаған, ағылшын өзі жай болып жатыр да уже. Сол үшін енді елден қалмай, пока жүре бермей, ең аз дегенде тіл үйреніп алсаңдар, ары қаратай уже өздеріңе не қызық болады, соған қаратай жол ашасыңдар өздеріңе деген сияқты. Подкаст қалай болды? Подкаст керемет. Енді бірінші подкастым. Ашылып алдың ба? Ашылып алдым. Ой, ашылып көп сөйлеп кеткенде сияқтымын кішкене. 2 сағат сөйледім. 2 сағат болды ғой, мен ренжімеңіз. Енді бірінші подкастым керемет сезім болып тұр. Одан кейін енді кейбір айта алмай қалған моменттер бар. Айтып жатқанда да бір езіп жүрген моmentтерім бар. Енді сөкпеңіздер. Осы бірінші подкастым болып жатыр. Енді Думан аға өте рахмет, осындай бір көрсетіп, ақпаратты қолдау беріп жатқанына, шақырып жатқанына өте ризамын. Сол рахмет барлықтарыңызға, осы енді айтатым. Құрметті көрермендер, біздің каналымызға жазылып қойыңыздар, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Жұмысқа шетелге шыққым келеді, немесе көргім келеді, круизбен сапарлағым келеді десеңіздер, хабарлассаңыздар болады Қайратқа. Сонымен қатар жаңағы айтқанымыздай, біздің осы подкасттың шығуына сеп болып отырған біздің демеушіміз, өзіміздің продуктымыз осы қажет қосымшасын жүктеп алып, 1 жылдық жазылымды жеңіл бағамен алыңыздар. Ішінде барлық ақпараттар бар, және алдағы уақытта осы шетелге сапарлау, саяхаттау, соны да кіргізуіміз мүмкін. Қайратпен ақылдасып отырып курс жасауымыз да мүмкін. Ол да бар. Және біздің серіктестер деген бөліміміз бар. Сол жерде Қайраттың арнайы жаңағы бір қалай деуші еді, билеттер, купондар дейтін ба, бір скидкалар мен қандай да бір жаңалықтар болса, сол жерде бізде жеке бөлімі тұрады, сол жерден көрсеңіздер болады. Бұл жерде тек қана Қайрат емес, бүкіл біздің серіктестеріміздің скидкалары барлық айтылады. Бұл сіздің билет алуға, басқа жерлерде тауар сатып алғанға бір скидкалар алуға мүмкіндік болады. Сізге пайдалы, бізге де пайдалы, және сол компанияға да үш жақтан да пайдалы мүмкіндігі бар. Бұның барлығы біздің суперрап қажет қосымшасында бар. Төмендегі сілтемеге өтіңіздер, жүктеп алыңыздар. Осылай қазақ тілді контенттерді және қазақша IT жобалар дами берсін, өсіп, өркендей берсін. Көп рахмет, Қайрат. Рахмет. Тағы да жақсы жетістіктермен болады деп ойлаймын. Мен жаңа ойлап отырмын ғой, сен Қайрат, біз қажет QQ деген бір круиз ашып қоятын шығармыз. Қазір ғана ойыма келді, мысалға жұмысқа менен сұрап жатқан кісілерді барлық ақпаратпен бөлісіп, может
сіздердің сол жаңағы супер апқа жүктесе болады деген болады, сияқты. біз осылай істейміз негізінде, жаңағы адамдармен, эксперттермен сұхбат аламыз да, сол саланы ашамыз және сол кісімен курс жасап қоямыз да, ол жақтан өткізіп көре береді. Яғни сенің кім эксперт екенің, сенің мықты екеніңді осы подкаст арқылы таниды. Одан кейін толығырақ сені жеке звондап мазаламай, сенің бүкіл біліміңді сол жаққа біз түсіріп қоямыз, адамдар сол жақтан ала береді. Керемет. Енді сөйтіп жасаймыз. Жазылуды ұмытпаңыздар, видеоны бөлісіп қойыңыздар. Айтпақшы, тағы да бір жақсы жаңалықтар бар. Біз Instagram бермеген монетизацияны, яғни көрілімге біз ақша төлейін деп отырмыз. Ол да қызықты болса, комментарийге қандай деп жаза кетіңіздер.